Ну все, кеттік. Бізде бүгінгі сабақ көрсеткіштік функция. Көрсеткіштік функция не деп жатқандар, жаңа вот көрсеткіштік функция деген бізде y тең аның x дәрежесіне келетін функцияларды айтады. Орысшасы показательная функция. Енді қараңдар. Көрсеткіштік функция деп просто ойласаңдар болды, егер санның дәрежесінде айнымалы келетін болса, онда бұл бізде көрсеткіштік функция. Мысалы 7-нің x дәрежесі, 4-дің x квадрат минус 1 дәрежесі, 3-дің не знаю, x плюс 2 дәрежесі деген сияқты. Әйтеуір дәрежеде айнымалы келетін болса, то есть x. Онда бұл бізде көрсеткіштік функция болады екен. Это несі осы ғана бізде түсіндірілуі. Енді анықталу болса мәндер облысы деп тұр. Анықталу болса r дейді. R деген бізде реальный число, то есть қазақшасы барлық нақты сандар, иә. Бұл деген сөз x-тің орнына любой сан қоя берсеңдер болады. То есть анықталу болсын тауып керек емес деген сөз, былайша айтқан кезде. Сендер енді анықталу болса мәндер облысы дегенге функция деген сабақ бар, оны потом көресіңдер. Ол жерде подробно түсіндіремін. Пока былай айтып кетейін. Анықталу облысы деген бізде x-тің қабылдайтын мәндері. Мәндер облысы деген бізде y-тің қабылдайтын мәндері. Түсінікті. Демек, былай ойлайсыңдар. X деген анықталу облысы, то есть x-тің орнына қандай сан қоя аламын деп ойлайсыңдар. X анықталу облысы. Любой сан қоя берсең болады, өйткені логичный зат. Өйткені любой санның любой дәрежесі бола беруге болады. 7-нің минус 1 дәрежесі болса болады, 0 дәрежесі болса болады, плюс 3 дәрежесі болса болады. Дәрежеге любой сан тұра беруге болады бізде. Поэтому анықталу облысы, то есть x-тің орнына қоятын сандарымыз бізде любой сан бола алады. Мәндер облысы дегенде, мәндер облысы y-тің қабылдайтын мәндер. Видите, ax тең y-ға дейді. То есть ax қаншаға тең болады бізде общий өзі. Нешеге y-ге тең деп тұр, енді нешеге тең болады. Не жазылып тұр? 0-ден плюс x-ке дейін. Тоже логичный зат. То есть сендер любой санға минус дәреже берсеңдерден, 0 дәреже берсеңдерде, плюс сан берсеңдер дәрежесіне, ол қайда не болады? Бізде оң сан шығады. Дәрежелеген кезде ешқашан бізде минус сан шықпайды. То есть 2-нің минус 2 дәрежесі болса, ол бізде 4-тен 1. 0 дәрежесі болса, ол бізде 1. Квадраты болса 2 деген, 4 деген сияқты. То есть минус сан ешқашан шықпайды бізде мына. Видите, но ax, но y-ге тең дегенде сол мәндер облысы вот осы. Оны енді потом функция тақырыбынан көретін боласыңдар. И қазір былай поверхностно түсінген шығарсыңдар. Жерден де егер a үлкен 1-ден болса, функция өспейлі дейді. Егер a 0 мен 1-дің арасында жататын болса, функция кемел дейді. Ол да сендерге потом графикқа керек бір жағынан. И бір жағынан біраздан теңсіздікті істетеміз осы затты. Ну все, басында айтатын зат осы ғана бізде. Басқа ешқандай зат жоқ айтатын. Енді сразу не істейміз? Қазір бірінші теңдеулерді шығарамыз. Потом теңдеулер жүйесі бар арасында и теңсіздіктер шығарамыз. Енді ол үшін бізге бірінші сабақта өтілген мына дәреженің қасиеттерін білу керек обязательно. Білмейтін болсаңдар, лучше бірінші сабақты қайтадан қараңдар. Мына заттарды білу керек. Сонда ғана есеп шығара аласыңдар. Енді теңдеулер дейді. Бірінші теңдеулерден бастайық. Қазір оңайынан бастап кішкене қиындарына барамыз постепенно. Енді қараңдар, любой теңдеуді көрсеткіштік функция мына түрге алып келу керек. А-ның x дәрежесі тең А-ның b дәрежесі деген. Вот. Любой теңдеуді осындай түрге алып келу керек бізге. Сонда ең соңында мынау бізде негізі деп аталады, мынау бізде дәрежесі. Негіздері бірдей болған кезде теңдіктің екі жағында негіздер бізде қысқарып кетеді былай. Вот x тең b деп қалады. Бітті, есептің жауап, допустим, осы болады. Енді x плюс 8 дәрежесі 1/32. Олай умничать етіп керек емес. Мен де білемін жерде ответ қандай екенін. Қараңдар, не істейміз? Көп жағдайда оңай есептерде специально көрсеткіштік функция келетін сандар беріп қояды сендерге. Ну, то есть, мысалы 1/32 деген бізде не болады? Ол бізде 2-нің минус 5 дәрежесі, то есть 2-нің 5 дәрежесі бізде 32, минус 5 дәрежесі бізде 1/32. Ну, все, тура бағанағы түрге келді, көрдік. Демек, аламыз екілерін қысқартамыз. X плюс 8 тең бізде минус 5-ке. Мен 8 ары қарай жіберсем, x тең минус 13-ке. Есептің жауабы вот осы. Бағана айтқандай, анықталу болсын бұл жерде жоқ дедім. Демек, любой ответ бола береді. Былайша айтқанда. Вообще анықталу болсы бізде 4 затта ғана болады. Неде? Бөлшектің бөлімінде x кесе, төбе арасында x кесе, потом логарифмда болады. Потом арк синус, арк косинустарда болады. Осы төртеуінен ғана анықталу болсын табасыңдар. Басқа заттарға басқаларын қатырмай қойыңдар. Ол жерде, ешқай жерде, басқа жерде анықталу болсы бізде жоқ. Келесі 3 бөлінген 3-тің x плюс 2 дәрежесі тең
1-ге тең. Так. Не істейміз? Бірінші мына жақты жіктеп алу керек. Бізге помните? Бір жақта бірақ негіз қалу керек. Екінші жақта тоже бірақ негіз қалу керек. Так что мына екеуін бір-біріне бөлейін. Бөлген кезде не істейді дәрежелер? Бөлген кезде дәрежелер бір-бірінен азайтылады. Бірден азайтам, қараңдар. Сіздер мынаның дәрежесінен общий мынаны азайтып жатсыңдар. Поэтому не істейсіңдер? Жақша қаласыңдар обязательно. Тең. И қараңдар. 1 деген санды есептерді любой санның 0 дәрежесі деп ала берсеңдер болады. То есть 1-ді мен 3-тің 0 дәрежесі деп ала саламын. Просто былай. Бітті сонымен 3 пен 3 былай қысқарады. 1 минус x минус 2 деп жақшаны ашсам таңбасы өзгереді. Тең 0. Минус x барға жіберсем, сонымен минус 1 тең x деп бізде қалады екен. Сонымен x тең минус 1 есептің бізде жауабына тең. Видите, мына есептер негізінен ешқандай қиындық жоқ. Мына түрге әкелу қиындық туғызбайды. Келесі. 3 дәрежелі түбірдің астында түбір асты 2-ның x дәрежесі дейді. Тең 4-ке. Қараңдар, түбірдің астына түбір келген кезде не істеуші едік? Бірінші сақта көрдік қой. Ішкі түбірінен бастап жазамыз. Ішінде қандай түбір тұр бізде? Қарапайым түбір тұр. Қарапайым түбірдің дәрежесі 2. Білеміз, түбірдің дәрежесі бөлшектен бөлінбей жазылады. Ішінде тұрған заттың дәрежесі бізде x, 2-ның дәрежесі алымына жазылады. И сыртында не тұр? Сыртында 3 дәрежелі түбір тұр. Демек 3-тен 1 дәреже. Тең 4 деген 2-ның квадраты. Енді былай қысқартпас бұрын мына екеуін ішкі дәрежемен сыртқы дәрежемен бір-біріне көбейту керек. 2-ның x бөлінген 6 дәрежесі тең 2-ның квадраты. 2 қысқарады былай. X бөлінген 6 тең 2. X тең 12. Бітті ме? Шықты. Келесі давайте сразу қарастырайық. 4-тің x квадрат плюс x дәрежесі тең 1-ге дейді. 1-ді жаңа ғана айттым. Любой санның 0 дәрежесі деп ала берсек болады деді ме? 4-тің 0 дәрежесі. Бітті алады да былай қысқарады. X квадрат плюс x тең 0. X жақсы сыртынан шығарам. И жеке 0-ге теңестіреміз. X тең 0, x тең минус 1 дейді сонымен. Вот екеуі де бізде жауаптың, екеуі де жауап бола береді бізде. Бітті, шықты. Дальше екі есеп қалды. Давайте шығарайық. Сұрақтар болса қойсаңдар болады. 8-дің 2x плюс 1 дәрежесі тең 0,125 дейді. 0,125 деген бізде 8-ден 1. Вот, 8-ден 1 енді оң-оңай келтіре салу 8-ге. Не істейміз 8-ге келтіру үшін? 8-дің минус 1 дәрежесі деп жаза саламыз. 8-ден минус 1 дәрежесі 8-ден 1 ғой, поэтому ештеңе өзгермейді. Енді барып қысқартамыз. 2x плюс 1 тең минус 1. 1-ді ары қарай жіберем, дальше уже енді қарапайым теңдеу бізде. X тең минус 1. Тоже ответ шықты бізде. Келесі. 49-дің x плюс 1 дәрежесі тең 7-ден 1-дің x дәрежесі дейді. Так. Не істейміз? Қараймыз, мұның бәрін нешеге келтіру керек? Мұның бәрін, конечно, 7-ге келтіру керек. 49 демізде 7-дің квадраты. Сыртына дәреже ешқайда кетпейді, бірақ мынау бізде 7-ның минус 1 дәрежесі x тоже тұрады. И ішкі дәрежемен сыртқы дәрежелерді көбейтсек, 7-ның 2x плюс 2 дәрежесі тең 7-ның минус x дәрежесі. 7 мен 7 кетті. 2x плюс 2 тең минус x. И минус x бері қарай келсем 3x, 2-ні ары қарай минус 2. X тең минус 2 бөлінген 3. Вот есеп шықты. Егер вообще прям қиын есептерге қап шығара алмай қатсаңдар, вариант талдауға болады негізінен. Мысалы, мына есепті қарастырайық. Б вариантында, допустим, минус 1 деген ответ тұрсын, бізде шыққан ответ. Не істейсіңдер? Минус 1 аласыңдар да x-ның орнына қоясыңдар. Сонда 8-дің минус 2 плюс 1 дәрежесі тең 8-ден 1 болады. Минус 2-ден плюс 1-ді азайтсаңдар не болады? Минус 1, минус 1 тең 8-ден 1. Мынау бізде не болады? Мынау дұрыс сайда 8-дің минус 1 дәрежесі тең 8-ден 1 тең деген. Дұрыс сат. Демек, допустим, Б варианты бізде дұрыс болады деген сөз. Прям шығара алмай жатсаңдар, өстіп вариант талдап жүрсеңдер болады. Так. Дәрежесінде квадрат теңдеу беріп, анықталу болсын тап десең. Қалай? Квадраттық теңдеуден анықталу болсын таппайсың ғой ешқашан. Квадраттық теңдеуден анықталу болсын деген болмайды. Любой сан қоя берсең болады x-ның орнына. Так, мына беттегі есептерді түсіндік пе? Жазып жіберсеңдер. Көрсеткіштік берген кезде обычно былай ғана береді. То есть 3-тің, допустим, 1 бөлінген x плюс 2 дәрежесі деп береді. Анықталу болсын тап дейді. Мына кезде анықталу болсын қалай табасыңдар? Просто бөлшек рационалы x тең емес минус 2-ге. Бітті.
x минус 2-ге тең болмаса болды, басқа любой x-ті қоя берсем болады деген сөз x-тің орнына. Міне мынаның былай келсе анықталу болса x тең емес минус 2-ге. Мен бағана айтқандай 4 заттан ғана анықталуды табасыңдар. Осылай бөлшек рационал, то есть бөлшектің бөлімінде x келсе логарифмді табасыңдар, түбірде табасыңдар и арксинус арккосинусты табасыңдар. Айфонмен кіруге келмейді негізінен, по-моему. Потому что там, оказывается, паффин платный екен. Ну, сатып алып көрсең де болады негізінен. Так, келесі. 9 көбейтілген 81. Давайте сразу келтірейік. 9 көбейтілген 81, 1 минус 2x тең 27-ның 2 минус x дәрежесі деп тұр, Қай санға келеді мынаның бәрі? Мынаның бәрі 3-тің дәрежесі көрініп тұр. 3-тің квадраты, кубы 4 дәрежесі деген сияқты. 3-тің квадраты көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі. И давайте ішкі дәреже емес, сыртқы дәреже емес, сразу көбейте берейін. 3-тің 4 дәрежесі 4 минус 8x болады. Сразу көбейтіп жібердім. Тең 3-тің кубы ғой. 3-тің 6 минус 3x дәрежесі. Тоже сразу көбейттім. В смысле 9-ның квадраты. 9-ның квадраты деп алсаң болады. Енді 9-ға балсаң не істейсің потом сен? 9 деп алдың, допустим. Ары қарай түк істей алмайсың ғой. Көбейте алмайсың бір-біріне. Енді қараңдар. Пока былай қысқартуға келмейді бізде, потому что 2-3-ті бір-біріне көбейту керек. Негізде бірдей кезде көбейткен кезде не істейді? Дәрежелер қосылады. 3-тің 2 плюс 4 минус 8x дәрежесі болады. Тең 3-тің 6 минус x дәрежесі болады. Енді істейміз. Енді аламызда болды қысқартасақ болады. Сонымен 6 минус 8x тең 6 минус 3x. 6 мен 6 жойылып кетті. 8x былай қарай барса 5x тең 0. X тең, конечно, бізде 0-ге. Есептің жауабы вот осы. Келтірмей шығаруға болмай ма дейді. Болмайды. Қалай 4 минус 8x шықты дейді. Жаңа ғана айттым. Мұқият тыңдаймыз. 3-тің 4 дәрежесі бізде 81 деген. Сыртында не тұр? Сыртында 1 минус 2x тұр. Көбейтсең не болады? 4 минус 8x шығады. Ішкі дәрежемен сыртқы дәрежемен көбейтсе. Келесі тоже осылай сразу көбейте беремін былай. Так что мұқият қарап алыңдар. Келесі. 4-5 деген бізде 2-ден 1-дің 2x дәрежесі көбейтілген 4-тің 2x дәрежесі тең 2-ден 1 көбейтілген 2-ның 3x минус 1 дәрежесі дейді. Енді давайте 2-ден 1 деген бізде 2-ның минус 1 дәрежесі. Мұның бәрін 2-ге келтіру керек қой енді, көрініп тұр. 2-ден 1 деген 2-ның минус 1 дәрежесі, то есть минус 2x болады. 4-тен 2-ның квадраты, мынау бізде 4x болып кетеді, көбейтіледі. 2-ның минус 1 дәрежесі, мынау көбейтілген тұра береді, көбейтіліп. Енді мұны екеуін көбейтем, сонымен қысқарады менде. Көбейткен кезде дәрежелер қосылады. Яқты тоже 3x минус 1 деп. Енді 2 мен 2 бізде былай қысқарады. 2x шығады мынақты. Минус 2x-тен 4x азайтсаңдар. Потом минус 1 мен минус 2 болады. Плюс 3x. Енді давайте минус 2-ні былай қарай, 2x-ті былай қарай жіберейін. 2 тең сонымен 2 шығады. Есептің жауабы вот осы x тең 2-ге. То есть мысалға 2-ні жерге қойып көрсеңдер x орнына. 2 жақ бір-бірімен тең еседі. Келесі. Негізінен мына жерге келтірсеңдер болды ғой, дальше өздерің білетін теңдеулер. Ешқандай қиындық жоқ негізінен. Келесі. Так, не болып кетті? 3 бөлінген 8. 3x минус 8 тең 8 бөлінген 3 дейді. 8x минус 3 дейді. Конкретно меға кіріп жатыр дейді. Да, четко. Оңай тақырып бұл бізде. Так, қараңдар, мінекей бізде бірдей. Вот жай түсіндіргіш деген айтпаңдаршы, пожалуйста. Прям бесит бар ғой сол сөз. Потом записьтен көріп аласыңдар, түсінбей жатсаңдар. Главное түсінсеңдер болды ғой. Қараңдар, 3 бөлінген 8 дейді, біреуі 8 бөлінген 3 дейді. Көрдік қой? Не істейміз, екеуі бірдей қылып алу керек. То есть, либо мынаны орнына ауыстыру керек, либо мынаның орнына ауыстыру керек. Без разницы, қайсыны ауыстырсаңдар да. 8 бөлінген, допустим, біріншісін ауыстыра салайық. 3 пен 8-ның орнына ауыстырсақ, 8 бөлінген 3 деп. Не болады? 8 бөлінген 3-дің минус 1 дәрежесі болады, көрдік қой? И ол сыртқы дәрежесіне көбейтеді бізде мынаған, и сразу көбейіп жазайық. Минус 1-ді көбейтеміз 3x минус 8-ге мынаған. Сонда минус 8-ің плюс 8 болады, 3x-ің минус 3x болады. Тең 8 бөлінген 3.
8x минус 3. Болды, бірдей қылып алдық екі жақты. Енді істейміз, енді аламыз да қысқартамыз. 8 минус 3x тең 8x минус 3. Минус 3x былай қарай, минус 3-ті былай қарай. 11 тең 11x болады. Көрдік қой, мынаны жаққа. X тең сонымен 1-ге. Бітті, есептің жауабы осы. Ну, тоже қиын емес, потому что орын ауыстырып алдық. Минус 1 қайдан шықты дейді. Мұны екеуін орын ауыстырсаң, 3 пен 8-дің не болады? Минус 1 дәреже болады. Минус дәреже деген естеріңде болса, ал мен бөлімнің орын ауыстырады. Не болды қай дейді? Ештеңке болған жоқ. Так, кеттік пе келесіге? Минус 1 дәреже деген просто бөлшектің бөліммен алымын ауыстырады. То есть, егер саған алым мен бөлімнің орнын ауыстыру керек болса, ауыстырасың, только минус 1 деп жазу керек, обязательно. Келесі. 8-дің 2x плюс 1 и так далее дейді. Так, бұл жерде қайсы санның дәрежесінің бәрі? 8, 32, 2 деген. Ну, 2-ның дәрежесі бәрі. 8 деген 2-ның кубы. Я дұрыс айтасыңдар. Кубы болса, ол дәрежесіне көбейтіледі. 3 бізде 2x көбейтілсе 6x, 1-ге көбейтілсе 3. Тең. 32 деген 2-ның 5 дәрежесі көбейтілген, но 2-ның 2x минус 1 дәрежесі. Так. Енді қысқартушым екеуін көбейте салам. Бітті сомен. 5 плюс 2x минус 1. Болды, енді аламда қысқартам. 6x плюс 3 тең 5 плюс. Давайте 5-тен 1-ді азайта салайын мен сразу бұл жердегі. Сонда не болады? Так, 4 плюс 2x болады. 2x бір қарай алып келсем, так 4x болады. Бұлай қарай апарам, 1 болады. X тең 4-тен 1 есептің жауабы осы. Енді, так, келесі, давайте осы жерге шығарайық сразу. 81 деген 3-тің бізде неше дәрежесі? 4 дәрежесі. Амна түбірді не істейміз? Түбірлерді вообще көрсеткіштік есептерде, теңдеу теңсіздіктерде дәреже түрінде жазған дұрыс. Түсініп қой. Так что так, түбір бізде мынау қарапайым түбір, дәрежесі 2 бөлшектің бөліміне, ішінде тұрған заттың дәрежесі алымына жазылады. 4 минус x квадрат деп. Тең 1-ге. И 1-ді айтты мен бағана любой санның 0 дәрежесі деп ала берсеңдер болады 1-ді. 3-тің 0 дәрежесі. Ол ден екеуін көбейтем. 3-тің 4 плюс 4 минус x квадрат бөлінген 2 дәрежесі. Тең 3-тің 0 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарады. 4 минус x квадрат бөлінген 2 тең минус 4. То есть мұна 4-ті мен оң жаққа жібере салдым. Так, енді давайте пропорциясы көбейтейін былай қарай. 4 минус x квадрат тең минус 8. 8-ді былай қарай апарсам. X квадратты былай қарай жіберсем. X квадрат тең 12, я? X тең плюс минус түбір асты 12. Так, енді түбір асты 12 деген бізде частично түбірден шығатын саны. То есть түбір асты 12 деген бізде 4 көбейтілген шықой. Значит, 4 бізде былай секіріп шығып кетеді. Сыртқа қарай. 2 түбір асты 3 болып қалып қалады. Сонымен x тең плюс минус 2 түбір асты 3 деген сөз бұл бізде. Есептің жауабы осы. Так, енді соңғы есеп. 49 x квадрат минус 3. И минус 7-тен 1-дің x дәрежесін давайте оң жаққа жібере салайық. 7-тен 1-дің x дәрежесі. Так, мынаның бәрін, 7-ге келтіру керек. 49 деген 7-дің квадраты. Квадратын сразу дәрежеге көбейтейік. 2x квадрат минус 6. Тең 7-дің минус 1 дәрежесі. Тоже дәрежеге көбейтеміз. Минус x болады. И все, қысқарды. Кетті. 2x квадрат минус 6 тең минус x деп қалды. Енді минус x бері қарай алып келсем, 2x квадрат плюс x минус 6 болады. Енді істейміз енді, кәдімгі квадраттық теңдеу бізде. 1 плюс 2-ге 6-ны көйтсем 12, 4-ті көйтсе 48, 49. X 1 мен 2 минус 1 плюс минус 7 бөлінген 6. Так, 6 бөлінген 6 1, минус 1 минус 7 минус 8, минус 8 бөлінген 6, минус 4 бөлінген 3. Вот. Все, есептің жауабы осымен бітті. Осы бетте есептерді түсіндік па? Так, я еріккен заттар жазбаймыз чатқа. Я екі жауап, то есть вариантта тұрады. 1 и минус 4 бөлінген 3 деп. Осылай.
астында 4 емес па дейді. Қалай? Минус 8 бөлінген 6 шығатын жерде. Қысқартсаң 2-ке минус 4 бөлінген шығып болады. Так, кеттік келесі. Так, мына жер, иә. Мен 6 жүз қойып ма? 4. Так, оны қайтадан есептейік. 1 минус 7 плюс 7. Так, 6 бөлінген 4, ол бізде 3 бөлінген 2. Келесі минус 8 бөлінген 4, минус 2. Все. Осы екеуі. Все. Қате кетті, не істейміз. Келесі. Так, енді келесідегі есептер бізде мына беттегі есептер чуть күрделі болады. Күрделі емес, негізінен просто келесі степеньдағы есептер. Мына есеп тоже необычный, бұл былай. Иә, солай. X минус 1. Енді қараңдар. Мына есепте, мынау нетипичный есеп бізде, потому что жерде вообще негіздері ұқсамайды көрсеткіштік функциялардың. Видите, 2, 3, 6 и бір-біріне келтіруге келмейді никак. То есть 2 деген 6-ның никакой дәрежесі бізде, 3 деген то же самое. И вообще басқа способ табу керек мына жерде. Не істейміз? Қараңдар. Вообще бізде көрсеткіштік функция мынандай заттарды көбейте беруге болады. Егер дәрежесіндегі айнымалылар бір-біріне ұқсайтын болса, көрсеткіштік функциялар бір-біріне көбейтсеңдер болады. То есть 5-дің x дәрежесіне мен 2-ның x дәрежесін көбейте аламын, потому что көрсеткіштік дәрежелері ұқсап тұр бізде. Демек, мынау бізде 10-ның x дәрежесі болады. Допустим, 4-дің x квадрат минус 1 дәрежесіне көбейтем мен 3-дің x квадрат минус 1 дәрежесін. Видите, дәрежелер ұқсап тұр. Обязательно ұқсау керек. 12-ның x квадрат минус 1 дәрежесі. То есть 5-дің x дәрежесіне мен 4-дің x квадрат минус 1 дәрежесін көбейте алмаймын уже. Өйткені дәрежелері ұқсамайды. Вот дәрежелер ұқсайтын болса, көбейте берсеңдер болады. Просто естественно негіздерін бір-біріне көбейте саласыңдар. Так, нафазаген шашпайық. Енді қараңдар, жерден істесек болады. Қайтадан жаздық жер бұтшық болып кетті. 6-ның x дәрежесі минус 3-дің x дәрежесі, 2-ның x дәрежесі минус 1. Так, мен жерде бетсек болады, қарап тұрсаңдар. Мына сол жақта мен 3-дің x дәрежесін жақшаның сыртына шығарып берем. Шығарып берсем не қалады? 2x қалады, мына жақта минус 1 қалады. То есть мынағаннан көбейтсеңдер 6x береді, мынағаннан көбейтсеңдер қайттан минус x береді. Тура үстіңгісін береді қайттан. Вот осылай істеп алдық. Енді не істейміз? Былай қалды мына жақта. Енді мынаны былай қысқарта салға бізде болмайды. Өйткені бір ответті жоғалтып алуымыз мүмкін. Поэтому мен мынаны общий жақша қалам да, былай жақша қалам да, сол жаққа алып келем. Оң жақта тұрған өрнектерді. Былай қарай жақша қалып келдім. Минус болып келеді. Тең 0. Енді істейміз. Енді аламда 2x минус 1-ді жақшаның сыртына шығарамыз осы жерден. Тағы да бір рет. Енді осы жолы уже 2-ның x минус 1 дәрежесін жақшаның сыртына шығарамын. x минус 1 ғой дейді. Қай жерде x минус 1? Жақшаның сыртына шықса не болады? 2-ның x минус 1 дәрежесі. Ой, дәреже емес минус 1 просто. Жақшаның ішінде не қалады? Мынау қалады. 3-ның x дәрежесі минус. Мынаның орнында 1 қалады. Вот осылай қалды. Видите? 2-ның x дәрежесі минус 1-ді мынаған көбейтсеңдер мынаны береді. Минус 1-ге көбейтсеңдер мынаны береді. Дұрыстап шығарып алдық жақшаның сыртына. Енді істейміз. Енді екі жақша тұр. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 2-ның x дәрежесі тең. Минус 1 тең 0-ге. 2-ның x дәрежесі тең 1-ге. 2-ның x дәрежесі тең 2-ның 0 дәрежесіне. Сонымен x тең, конечно, бұл жерде бізде 0-ге. Бұл жерден то же самое шығады. X-тің 0 дәрежесі деп. X тең 0 деп. Болды. Так, мұқият қарасаңдаршы енді. Жатқа жаза бермей. Есеп былай берілді. Істедік біз. 3-дің x дәрежесін жақшаның сыртына шығардық. Жақшаның сыртына шықса, міне, шығып кетті мына жерден. Шығып кетсе, жақшаның ішінде не қалады? 2x қалады. 6x-ның орнында, өзінің орнында, конечно, 1 қалады. Болды. Енді істеймін. Енді оң жақта тұрған затты, қазір жатқа жазбай тыңдаңдар. Оң жақта тұрған затты не істеймін? Жақша қалам. Сосын сол жаққа алып келем. Видите, сол жаққа алып келдім, міне, минус түрінде. Алып келдік. Енді істеймін. Енді аламда, мына 2x минус 1-ді мен жақшаның сыртына шығарам. Осы жақтан. Аламда, екеуін жақша сыртына шығарам. Сонда, мына жерде бізде 3x қалады. Мына жерде бізде минус 1 қалады.
видите, мына өзімен жақшаның сыртына шығып кетті. Сонымен екі жақша болып қалады бізге нөлге көбейіп теңестіріп тұрған. Екі ажын жеке нөлге теңестіре бересіңдер. Так. Білесіңдер. Бір ответ жоғалтып алуларың мүмкін. Былай сразу қысқартсаңдар, бір ответ жоғалтып алуларың мүмкін. Енді осы жерде бізде, конечно, бірдей шығып қалды екі ответ, но бір ответ жоғалтып алуы мүмкін. Кейбір есептерде. Так что олай қысқартпаңдар лучше. Так, Мұхаммед, сен беседадан шықтың бүгін бір күнге или екі күнге. Мен айтқанмын басында боқтамаймыз деп. Екі мысақтан тоғыз шығардым. Келесі кеттік. Түбір асты 2-нің x дәрежесі көбейтілген түбір асты 3-нің x дәрежесі тең 36. Енді так, басқа нелер бар сұрақтар? 3-нің x минус 1 дәрежесі бағана жақшаның ішінде тұрған, бұны нөлге теңестірсеңдер, полем x тең 0 деп шығады. Түсінікті ғой? Поэтому оны теңестірмей кеттік дальше. Тағыдан x тең 0 деп шықты. Ондай ответ жоқ шықты. Мынандай есеп вообще негізінен редко келеді. Нетипичный есеп айттық қой бұл. Ондай бір какой-то типқа жатқызамаймыз ондай есептерді. Вариант аласыңдар да болады. Негізі варианттағы 0-ді алып келесіңдер, жерге қоясыңдар, екі жақ теңеседі. Келесі есеп қараңдар. Түбір мен түбірді көбейткен кезде не істейді? Екеуі бір түбірдің астына кіріп көбейтіледі бізде. Түбір асты, видите, еще дәрежелер бізде бірдей екен. Айнымалылары дәрежесіндегі бірдей, x. Значит, көбейте берсек болады бізде. Жазылмай қалды. Вот. Так, екі түбірді көбейткен кезде не істейді? Бір түбірдің астына кіріп көбейтіледі. Помните? Потом дәрежелер бізде қараңдар, 2x пен 3x-дің дәрежелері ұқсап тұр, айнымалылары дәрежесіндегі. Поэтому көбейткен кезде 2x пен 3x-ді біз бір-біріне көбейте аламыз. Не болады? 6-ның x дәрежесі тең 36. Енесем, енді бәрін 6-ға келтірем. Мынау бізде 6-ның 2-ден x дәрежесі тең 6-ның квадраты. Сонымен 6 мен 6 бізде былай қысқарады. X бөлінген 2 тең 2. Сонымен x тең осы жерден бізде 4 кеттің бізде жауапы. Так. Келесі. Жерге жазайық тоже. 11 бөлінген 3. 3-тен 1-дің x дәрежесі көбейтілген. Түсінбедім еден, конечно, чатқа жазып отырсаң. Неге ағайды түсінбейсің. Тең 11-ге. Бұл есеп тоже қиын емес. Қараңдар, 11 бөлінген 3 не істейсіңдер? Оң жаққа апарып бөле саласыңдар. 11-ді аласыңдар да 11 бөлінген 3-ті жаққа апарып бөлсек не істейді? Бөлуді білетін шығарсыңдар. Алымен бөлімнің орны ауысады бізде. Би потом көбейтіледі. 11 мен 11 қысқарады. Қалады бізде 3-тен 1-дің x дәрежесі тең 3-ке. Енді екі жағын қысқарту үшін не істеу керек? 3-ті мына 3-тен 1-ге келтіріп алу керек. 3-ті 3-тен 1-ге келтіріп алу үшін не істеймін? Алыммен бөлімнің орнын ауыстыру керек. 3-тен 1-дің минус 1 дәрежесі. Енді міне вот как раз таки 3-тен 1 мен 3-тен 1 қысқарады. Сонымен x тең минус 1. Есептің бізде жауабы. Так, қазір бір минут. Так, все, кеттік. Так, мынаны бір қайталап айтып жүрем. Енді дұрыстап қараңдар. Түбір асты x пен түбір астыға көбейткен кезде бір түбірдің астына кіріп көбейтіледі. 2x-қа 3x-ті көбейтсеңдер, сендерде 6x шығады. Мен жай ғана айттым, егер айнымалылар ұқсайтын болса дәрежесіндегі, бір-біріне көбейтіле береді. То есть негіздерін біріне көбейте саласыңдар. Дәрежесі өзгермейді. Бұл сонымен 6x шықты, енді дальше уже просто дәреже түрінде ала салу керек. Түбір деген бізде қарапайым түбір тұр. Бөлшектің бөлімі 2 жазылады. Ішінде тұрған заттың дәрежесі бөлшектің алымына жазылады. Бітті 6-ның 2-ден x дәрежесі тең 6-ның квадраты. 36 деген 6-ның квадраты. Енді дальше қысқарып x 4 тең деп шығады. Минус x дәрежесі қылуға бола ма дейді. Смысл жоқ қой жерде, просто 3-тің минус 1 дәрежесі минус x болып кетеді, я дұрыс айтады. Потом қайттан минус 1-ге көбейту керек болады оны. Так, енді қараңдар, енді келесі типтағы есептер, наиболее часто келетін есептер осы негізінен тесттерде. Қараңдар,
2-ның x плюс 1 дәрежесі плюс 2-ның x дәрежесі тең 6 дейді. Мынандай есептерде 2 немесе 3, әйтеуір 2-ден көп көрсеткіштік функциялар келеді, и негіздер всегда бірдей болады. Видите, 2 деп тұр бәрі. И оң жақта әйтеуір бір бос мүше деген бір какой-то сан. Бос мүше ылғи да мынаның дәрежесіне никак келмейді. То есть 6 дегеніміз 2-ның ешқандай дәрежесі емес қой. Вот 2-ге келтіруге келмейді. Бағанағы сияқты келтіріп алып, қысқарып деген сияқты. И тем более осындай есептерде бізде көрсеткіштік функциялар бір-біріне қосылып азайтылып келеді. Осындай есептерде не істейміз? Бірінші очередте бізге көрсеткіштік функцияны жіктеу керек. Жіктеу деген, былайша айтқан кезде, до этого болған зат жасау. То есть, до этого болған зат жасасақ не болады? 2-ның x дәрежесі көбейтілген 2 болады. То есть, до этого болған зат жасадым, яғни мына екеуін көбейтсем мен не болады? Дәрежелер бір-біріне қосылады да, мынаны береді маған қайтадан. Вот, жіктеу деген осы, ешқандай қиындығы жоқ оның. 2-ның x дәрежесі көбейтілген 2 дейміз. Вот. Плюс 2-ның x дәрежесі тең 6-ға. Осылай жіктеп аламыз, потом есейміз, потом жақшаның сыртына шығарып жібереміз көрсеткіштік функцияны. Шығып кетті. Мынаның орнында 2 қалады, мынаның орнында 1 қалады. Соның аяқта 6 қалады. 6 тұр, то есть. Енді 2-ге 1-ді қоссақ қанша? 3-ге тең. Так, енді не істейміз? 3-ті былай қарай апарып бөлем. Сонда аяқта 2 қалады. Бітті енді x дәрежесінен 2 деген бізде x тең 1-ге деген сөз. Есептің жауабы вот осындай. Сонымен мынандай есептер қалай шығарады екен? Бірінші обязательно жіктеу керек. Мынандай x плюс 1, минус 2, плюс 3 деген заттар осы. Жіктейміз. Жақшаның сыртына көрсеткіштік функцияны шығарамыз и оң жаққа апарып бос мүшені бөлеміз. Так, түсінікті болу үшін тағы да келесі есеп шығарайық. 3-дің x плюс 2 дәрежесі плюс 3-дің x дәрежесі дейді. Тең 90-ға. Не істейміз? Жіктейміз, 3-дің x дәрежесі көбейтілген не болады? 3-дің квадраты көбейтсеңдер, қайттан 3-дің x плюс 2 дәрежесін береді. Но давайте 3-дің квадраты емес, сразу жазайық. 9 деп, 9 деп жасылайық. Плюс 3-дің x дәрежесі тең 90-ға. Енді барып не істеймін? Жақшаның сыртынан шығарамыз деді, жіктеп алғаннан кейін. Шығарам, мына жақта 9 қалады, мынаның орнында 1 қалады менде. Тең 90-ға. Енді 9-ға 1-ді қоссам менде 10 тең 90, и онда бар былай қарай бөлем. Тең 9-ға. Сонымен x тең қанша болып жүреді? 2-ге. Өйткені 9-ден 3-дің бізде квадрат. Немесе 9 3-дің квадрат деп алып, бағанадай қысқартып жазсаңдар болады. Тоже без разницы. Әйтеуір ответ шығады. X тең 2-ге деп. Кеттік келесі. 5-дің x дәрежесі плюс 5 емес 3. 3 көбейтілген 5-дің x плюс 1 дәрежесі тең 80. Вот видите, бағанағы есептердің типтары мынау. Негіздері бірдей бәрінің. И ылғи да оң жақта бір бос мүше келеді, который никак дәрежеге келмейтін 5-дің дәрежесі емес қой мынау бізде. И арасында плюс-минусымен келеді. Сонымен давайте жіктейік, как всегда. 5-дің x дәрежесі плюс 3 көбейтілген 5-дің x көбейтілген не болады? 5 болады. Плюс 1 деген бізде 5. Тең 80-ге дейін не істеймін? Как всегда жақшаның сыртынан шығару керек. 5-дің x дәрежесін жақшаның сыртынан шығарам. Шығып кетеді. Мына біріншінің орнында 1 қалады. Мына жақта не қалды? Мына жақта 3 пен 5 қалды бізде көбейтіліп тұрған. Мына ортасынан былай шығып кетті ғой. 3 пен 5 қалды көбейтіліп тұрған. 3-ке 5-ті көбейтсем 15. 15-ке 1-ді қоссақ қанша? 16. Болды. Енді 16 былай қарай бөлем, сонымен қанша болады бізде? 80-ді 16-ға бөлсеңдер, сендерде 5 шығады. X тең 1-ге. Да. Жоқ, кетті келесі. 3-дің x дәрежесі минус, қараңдар, 3-тен 1-дің 2 минус x дәрежесі дейді. Давайте 3-тен 1-ді 3-ке келтіріп алайық. 3-тен 1 емес, енді жерде 3x деп тұр ғой 3-тің. 3-тен 1 емес. 3-тен 1 3-ке келтіріп алатын болсаңдар, 3-тің минус 1 дәрежесі дейсіңдер. Минус 1 дәрежесіне көбейтіледі 2 минус x-қа. Сонда x минус 2 болып қалады. Тең 24-ке. Енді, как всегда, жіктейміз. 3-тің x дәрежесі минус. Қараңдар, бұл жерде уже x минус 2 дейді. Қай кезде бізде дәрежелер азайтылады? Бөлген кезде, 3-тің x дәрежесі бөлінген 3-тің квадраты бұл бізде. До этого болған зат жазсаңдар, жіктесеңдер. Вот. Енді давайте 3-тің квадраты емес, сразу жазайық. 9 деп тең 24. Енді жақшаның сыртынан шығарам. 3-тің x дәрежесін 1 минус
9-дан 1 тең 24-ке. Болды, енді мұны екеуін бір-бірінен азайту керек. 9 берем. Кәдімгі бөлшек қой. 9 берсем 9 минус 1, 8 бөлінген 9 болады. Тең 24. Енді давайте мынаны жаққа апарып бөлейік. 24 көбейтілген болады. И орындары ауысады. 9 бөлінген 8 деп. 8 мен 24 қысқарса 3, 3-ке 9-ым 27. Енді 27-ні 3-тің кубы деп алып қысқартып шығарсаңдар болады, немесе сразу ойлайтсаңдар болады. 3-тің қай дәрежесі бізде 27-ге тең? Әрине, кубы, я 3-ке тең. Есептің жауабы осы. Вот наиболее часто келетін есептер бізде осылар осындай түрде келетін. Жіктеу керек, жақшаны сыртынан шығару керек, потом бөлу керек деген сияқты. Так, түсіндік қой осы беттегі есептерді. Хорошо. Бөлмейтін дейсің. Новый уровень ғой бізде ол. Бірақ көріңдер обязательно. Так, келесі. Бедет. 3-тің x дәрежесі минус 2 көбейтілген 6-тың x дәрежесі тең 0-ге. Так. Мынау тоже нетипичный есепке жатады, бағанағы бір есеп сияқты. Өйткені қараңдар. Негіздері ұқсамайды, никак. Оң жақта тем более 0 тұр бізде. Бір-біріне никак келтіре алмаймыз, бірақ қарасаңдар 3 деген 6-тың енді бізде негіз бөлгіші ғой. Бөлгіш деп аталады вроде. Поэтому давайте 3-тің x дәрежесін жақшаның сыртына шығарайық. Мына жерден и мына жерден 3-тің x дәрежесін жақшаның сыртына шығарамын. Не қалады сонда жақшаның ішінде? Мынаның орнында 1 қалады. Мынаның орнында, конечно, 2-нің x дәрежесі қалады бізде. Тең 0. Қайттан көбейтсеңдер, 1-ге көбейтсеңдер мынаны береді. 2 көбейтілген 2-нің x дәрежесіне көбейтсеңдер мынаны береді. Болды, просто жақшаның сыртына шығардық. Енді екеуі бір-біріне көбейтіліп тұр. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 3-тің x дәрежесі тең 0-ге. Енді бұл жерден не шығады? Бұл жерден ответ шықпайды. Қараңдар, осылай келсе шығармайсыңдар. Өйткені көрсеткіштік функция бізге 0-ге ешқашан тең болмайды. Помните, бағана мәндері облысы не деп тұрды бізден? 0-ден плюс x-ке дейін деп тұрды. 0-ге жай жақша тұрды. Естеріңде ма? 0-ге жай жақша тұрды. То есть, былай логически ойлап қараңдар. Любой санның, любой дәрежесі бізде 0-ді бермейді ешқашан. Ылғи да оң сандарды ғана береді. Бағана айттық, анау 2-ке көбейтіліп кетеді ояға дейді. Қайсы? Мынау 2-ке көбейтілмейді никак. Біреу көрсеткіштік функция, біреу сан просто. Бір-біріне ондай заттар көбейтілмейді. Енді істейміз. Енді келесі мынаны теңестірдік 0-ге, енді мынаны теңестіреміз 0-ге. 1 минус 2 көбейтілген 2-нің x дәрежесі тең 0-ге. Енді давайте мынаны былай қарай жіберейік. 1 тең 2 көбейтілген 2-нің x дәрежесі. 2-ні былай қарай бөлейік. Сонда 2-нің x дәрежесі тең 2-ден 1-ге. Енді 2-нің қай дәрежесі 2-ден 1-ге тең деп ойласаңдар болады негізінен. X тең минус 1-ге. Есептің жауабы осы. Так, түсінбедім, что темірлан ақтекен деп кеткендеріңді. Кетіп тұрды адам отыр екенбіз, неплохо. Так, ну вот тоже нетипичный есеп болды. Осындай есептер келсе, просто жақшаны сыртынан шығарып көріңдер. Бағанағыда шығардық қой біз. Шығарылса шығарыңдар. И потом 0-ге теңестіресіңдер, жеке-жеке. Вот. Келесі. 5-тің x минус 1 дәрежесі плюс 5-тің x минус 2 дәрежесі плюс x минус 3 дәрежесі тең 155. Вот. Енді, так, мына жерде қараңдар, бәрінің негіздері ұқсайды. Оң жақ и қосылып тұр бәрі. Оң жақта бір какой-то дәрежеге келмейтін сан тұр көрсеткіш функцияға. Демек, бағана бір есептер сияқты жіктеу керек. 5-тің x дәрежесі минус 1 дейді, то есть 5x бөлінген 5 бұл бізде, 5-тің 1 дәрежесі. Плюс 5-тің x дәрежесі бөлінген 5-тің квадрат немесе 25. 5-тің x дәрежесі бөлінген 5-тің кубы немесе 125. Тең 155. Енді істеймін, как всегда, жақшаны сыртына шығарамыз. Шығарамыз. Мына жақта 5-тен 1, мына жақта 25-тен 1, мына жақта 125-тен 1 қалады. Тең 155. Енді істейміз. Енді мынаның үшін бәрін көбейтіп шығамыз. Так, қосып шығамыз. Мынаған 25-тен берем, мынаған 5-тен берем, сомен. Так, общий ортақ бөлім 125 қой, сомен 25-ке 5-ті қосам 30, 1-ді қосам 31 бөлінген 125.
5 шығады. Тең 155. Енді бұл жаққа барып бөлеміз. Бөлген кезде не істейді? Орындары ауысып көбейтіледі. Мынау былай қарай кетеді, мынау астқа кетеді. 31 мен 155-ті қысқартсаңдар, сендерде 5 шығады. 5-ке 125-ті көбейтсеңдер, 625 шығады. Енді 625 деген бізде 5-тің 4 дәрежесі. 5 пен 5 бізде былай қысқарып кетеді. X тең 4 деп қалады. Есептің жауабы осы. Тура бағанағы типтағы есеп. Солай жаста 2-ке көбейтілмейді ғой дейді. Түсінбедім. Сұрақпен кішкене апаздалып тұрамын сені. Так, кеттік келесі. Келесі енді есептер тоже басқа типтағы есеп. Ұқсайды. Қайталап түсіндіріңізші дейді. Қайсы осы есепті ма? Есеп жаңа ғана шығардық осыны есеп типтағы. Есеп берілгені. Жіктедік. 5-тің x минус 1 дәрежесі бізде 5-тің x бөлінген 5 дәрежесі болады. Мынау 5x бөлінген 25 болады. Мынау 5x бөлінген 125 болады. Просто жіктеу. Дальше не істейсің? Дальше мына 5x-тер жақсынастырдан шығарасын. Шықты, ішінде мынау қалды. Дальше бөлшек. Оны түсіндірмеймін мен. Просто бөлшек қосу. 31 бөлінген 125 шығады. Бөлшектерді қоссаң. И оны оң жаққа апарып бөлсең, тоже бөлуді білетін шығармыз. Бізде 625 қалады. Қысқарып көбейтіліп. Бітті, болды. 625 тең бізде 5-тің 4 дәрежесі. Қысқарады x тең 4 деп қалады. Так, келесі кеттік. Келесі қараңдар. Бұл келесі типтағы есептер. 4,8 деген, давайте жай бөлшектерін алайық. 4,8 деген 48 бөлінген 10. Қысқартсаңдар 24 бөлінген 5. Тең 0,2 деген 5-тен 1-дің x дәрежесі. Так, енді 1-ге x дәреже беріп керек емес, смысл жоқ, өйткені 1-дің любой дәрежесі бізде 1 болады. X-ті просто 5-ке ғана жазып қойсаңдар болады былай. Енді қараңдар. Вообще бұл не только көрсеткіштік функция, любой функцияға, любой тақырыпта, егер функция өзі тұрса есепте, и бөлшектің бөлімінде тұрса, ылғи да айнымалы енгізесіңдер. Түсінікті ғой? Функция өзі тұрса есепте, и бөлшектің бөлімінде тұрса бір жерде айнымалы енгізу керек. То есть 5-тің x дәрежесі мен a деп ала саламын. Так, енді сен орнына a-ны әкеп қоямын. A-ның a минус 24 бөлінген 5 тең 1 бөлінген a. Енді мен кәдімгі ортақ бөлім берем, a тең емес 0-ге. Адан берем, жоқ, ортақ бөлімімізде 5a екен демек, 5a'дан берем. Мынаған a-ны берем, мынаған 5-ті берем. Сонымен ортақ бөлім бергеннен бөлшектің бөлім бізге керек емес. Тастап кетеміз. 5a квадрат. Так же жазылды что-то. Так, все кеттік. Сонымен не болды? Егер функция өзі тұрса, бөлшектің бөлімінде тұрса, айнымалы енгізетін болдық, айнымалы енгіздік. Болды. Енді ортақ бөлім бердік. 5a болды ортақ бөлім. Мынаған 5a'дан, мынаған адан, мынаған 5-тен бердік. Енді көбейтеміз, бөлшектің бөлімін тастап кетеміз. 5a квадрат минус 24a тең 5-ке немесе бер жаққа алып келейік. Минус 5 деп. Тең 0-ге. Дискриминант. Мына бізде қанша? 576, по-моему. Плюс 5-ке 5 25, 4 өсек 100. 676. A1 мен 2 24 плюс минус 676 дегенде 26-ның квадраты бөлінген 10. Енді біріншісі бізде 50 бөлінген 10 5-ті береді, екіншісі минус 2 бөлінген 10 минус 5-тен 1-ді береді. Енді істейміз, енді a-ны орнына кеп қайттан қоямыз осы мәндерді. 5-тің x дәрежесі тең қанша? 5-ке, x тең 1-ге. 5-тің x дәрежесі тең қаншаға? Минус 5-тен 1-ге. Ответ шықпайды, өйткені көрсеткіштік функция мәндер облысы жаңа айттық 0-ден плюс x-ке дейін. То есть оң сандарды ғана қабылдайды. Көрсеткіштік функция мынандай минус десе 0 десе шығармайсыздар. Так что келесіде дискриминантта минус сандалмаймыз. Тек қана плюс сандаламыз айнымалы енгізген кезде. Вот осы есептерді осылай шығарамыз. Егер функция өзі келсе, бөлшектің бөлімінде келсе. Бұл не только көрсеткіштік, тригонометрия болсын, логарифм болсын, всегда солай. Келесі 2-ның 3 минус x дәрежесі тең 9 минус 2x дәрежесі дейді. Давайте енді мынаны істейміз, жіктейік. Жіктейік, сонда 2-ның кубы бөлінген 2-ның x дәрежесі. Немесе 8 бөлінген 2-ның x дәрежесі. Тең 9 минус 2-ның x дәрежесі. Так, қараймыз, функция тұр, тура сол функция бөлшектің бөлімінде тұр. Тоже айнымалы енгіземіз. А деп. 8 бөлінген a
тең 9 минус а болады. Сонымен бұл жерде ортақ бөлім а ғана екен. А и аны береміз. 8 тең 9а минус а квадрат. И бәрін давайте сол жаққа апарайық. А квадрат минус 9а плюс 8 тең 0-ге. Мынау бізде бірінші алгоритмі. А1-ымыз 1-ге тең, А2 менде 8-ге тең. Енді аның орнына әкеп қайттан қоям. 2-ның x дәрежесі тең 1-ге. Енді 1 деген любой саннан 0 дәрежесі деп алуға болады, поэтому 2-ның 0 дәрежесі, сонымен x тең 0-ге. Келесі 8-ді қоям. 2-ның x дәрежесі тең 8-ге. Бұл бізде 2-ның кубы. Демек, x тең 3-ге. 0 және 3 бізде есептің жауаптары. Бөлімінде болғандаған жағдай ма? Иә, обязательно бөлімінде тұру керек. Потому что неге айнымалы енгізіп отыр? Өйткені жерден жақшан сыртынан шығарамайсың бөлімде тұрған санды. Никак. 0 кіреді. Енді бұл x-тің мәні ғой. Ал егер былай болса 2x тең 0 деп тұрса, общий көрсеткіштік функция 0-ге тең боламайды. X 0 бола алады. Так. Сонымен бұл келесі типтағы есептер болды. Бөлшектің бөлімінде кесе деген. Келесі қараңдар. Мынау жаңа шығардық емес пе, қайталанып кетіпті. 3-тің 2x минус 8 дәрежесі минус 2-дің x минус 4 дәрежесі. Мынау келесі типтағы есептер бізде енді. Егер есепте 2 көрсеткіштік функция келсе, басқа сан босымша келмесе, осындай типтағы есептер болады, скорее всего. То есть қараңдар. И негіздер ұқсамайды, то есть мынау 3, мынау 2 деп тұр. Бірақ дәрежелер ұқсайды бір-біріне. x минус 4 деп тұрмын, жерде 2x минус 8. То есть неге ұқсайды деп тұрмын жерде дәрежелер? Өйткені 2x минус 8 деген мынаны 2-ге көбейтілген түрі. Видите, дәрежелер ұқсайды деп аласыңдар. Тағы да қайталаймын, егер есепте 2 көрсеткішті функция келсе, сан келмесе басқа, и дәрежелер ұқсайтын болса, былай шығарасыңдар. Екеуін теңдіктің екі жағына жинап аласыңдар. И дәрежелерді давайте бірдей қылдырып алайық. Мынаның екінші жақшаны сырттан шығарайын. Екінші жақшаны сырттан шығардық, сонда бұл 3-тің квадраты болып тұр. Демек, 9-дың x минус 4 дәрежесі. Яқта 2-ның x минус 4 дәрежесі. Вот осылай жинап алдық. Енді істейміз аламыз да жіктейміз. 9-дың x дәрежесі бөлінген 9-дың 4 дәрежесі тең 2-ның x дәрежесі бөлінген 2-ның 4 дәрежесі. Енді істейміз. Енді алғанда пропорция жасаймын. Қарама қарсыларын көбейтемін. Сонда 9-дың x дәрежесі көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі тең 2-ның x дәрежесі көбейтілген 9-дың 4 дәрежесі. Дальше не істейміз? Дальше сандарды бір жаққа, x-терді бір жаққа жинаймын. То есть давайте мынаны жаққа бөлейік, мынаны мына жаққа бөлейін. Сонда 9-ның x дәрежесі бөлінген 2-ның x дәрежесі, 9-ның 4 дәрежесі бөлінген 2-ның 4 дәрежесі. Енді каждының дәрежесі бірдей болғаннан кейін жақшаның сыртына шығара салуға болады бізде. X маяқта 4 шығып кетеді жақшаның сыртына. Видите, 9 бөлінген 2, 9 бөлінген 2 деп тұр. Не істейді? Қысқарып кетеді. X тең 4. Есеп шықты. Біздің жігіттер вообще кайф алып кетті ғой. Вот, типтерін жаттабаңдар осындай. Қараңдар. Мұрбеға келген қыздар жазады дейді. Да, керемет. Как раз үйлену керек оған уж. Десең. Так, келесі есепке қарасыңдар. 11-дің x минус 7 дәрежесі дейді, 17-ның 7 минус x дәрежесі. Видите? Екі көрсеткіштік функция тұр, басқа сан жоқ, и дәрежелері ұқсайды бір-біріне. Так, адам атын бас әріптен жазамыз. 11x минус 7 тең 17 7 минус x. Енді істейміз. Енді аламыз да жіктейміз. 11-дің x дәрежесі бөлінген 11-дің 7 дәрежесі. Тең 17-ның 7 дәрежесі бөлінген 17-ның x дәрежесі. Видите, мына жерде даже бағана сияқты жақшаның сыртынан шығарып ештеңе керек емес. Просто и так теңдіктің екі жағында тұр екен, просто сразу жікте деп тұр, жіктедік. Видите, енді пропорция жасаймыз. Жіктеп алғаннан кейін 11-дің x дәрежесі көбейтілген 17-дің x дәрежесі тең 11-дің 7 дәрежесі көбейтілген 17-дің 7 дәрежесі. Енді не істейміз? Енді жақшаның сыртынан шығарамыз, дәрежелерін. Мына жақта x кетеді. Мына жақта 7 кетеді. Енді 11-ге 17-ні көбейтіп смысл жоқ, өйткені екі жақта да бірдей болып тұр. Аламыз да қысқартамыз.
x тең сонымен 7. Негізінен мынандай есептер қиын емес, қарапайым түрге жатады деп ойласаңдар болады, бірақ көбісі мынандай көрсе шошиды. Так, все, кеттік келесі. Мына беттегі есептерді түсіндік қой. Мына бір есеп қайталанып кетіпті что-то. Бұлай негізінен көрсеткіштік теңдеулер жалғыз болып, редко келеді негізінен. Соңғы тесттіктер, соңғы базадан вообще редко көріп отырмын мен. Бұлай жалғыз көрсеткіштік теңдеу болып келген. В основном жүйелермен келеді, теңсіздік теңдеу жүйелерімен келеді. Шығара білу керек по-любому. Келесі типтағы есептер тоже 3 көбейтілген 64-тің x дәрежесі минус 7 көбейтілген 8x дәрежесі минус 20 тең 0-ге ағай кім үлкен? Марғұлан ағайлардың үлкен. 1 жасқа. Так. Енді қараңдар. Егер есепте бұл тоже не только көрсеткіштік функцияға арналған, бұл любой функцияға арналған принцип. Егер есепте, теңдеуде, теңсіздікте функция келсе, тура сол функцияның квадраты келсе, онда айнымалы енгізу керек. 8-дің x дәрежесі тең а болады. Демек 64-дің x дәрежесі не болады? А квадрат болады, минус 7а плюс минус 20 тең 0-ге. Так, енді не шықты бізде бұл жерде? Квадрат 49 плюс 60, 4-ге 240, сонымен 289. А1 мен 2 7 плюс минус 17 бөлінген 6. Біріншісі 24-ті 6-ға бөлсем 4, екіншісі бізде минустан шығып кетеді. Минус 10 бөлінген 6. Енді бұл бізге керек емес негізінен. Мұнаны ғана қазір әкеп, мына жерге теңестіреміз. 8-дің x дәрежесі тең 4-ке. Енді істейміз. Енді мұның бәрі 2-ның дәрежесі бізде. 2-ның 3x дәрежесі тең 2-ның квадраты. Қысқарады. 3x тең 2, x тең 2 бөлінген 3. Кесе в основном, кстати, осындай есептер келеді. Көрсеткіштік теңдеулерге жалғыз теңдеу болып. Якобы күрделі қылып береді. Мынандай есеп, бірақ қарап тұрсыңдар, ешқандай қиындық жоқ. Айнымалы енгізе саласыңдар, дискриминант шығарасыңдар, қайттан орнына әкеп қоясыңдар. Енді, так, кстати, 30-ға дейінгі сандардың квадраттарын жаттадыңдар ма? Кім жаттады? Я дейді, плюс дейді. Но енді, надеюсь, шынымен де плюс қойып атсыңдар. Жаттамадыр болса, жаттаймыз обязательно. И мен оны никак тексере алмаймын сендерге. Каждыйыңа скайппен звондап сұрап. Өздерің үшін оның бәрі. Бірақ обязательно жаттаңдар. Келесі. 2-ның x дәрежесі минус 6 көбейтілген 2-ның x дәрежесі плюс 8 тең 0. Енді қараңдар, мына есеп тура алдыңғы есептегі сияқты типтағы. Өйткені қараңдар, 2-ның x дәрежесі тұр, 2-ның 2x дәрежесі тұр. Мынау бізде 4x деген сөз негізінен. Просто шатастыру үшін иногда осылай беріп қояды. 2-ның 2x дәрежесі деп. Это то же самое, что функция тұр, сол функцияның квадрат тұр деген сияқты. Айнымалы енгіземіз, 2-ның x дәрежесін а деп аламын. А квадрат минус 6а плюс 8 тең 0-ге. Дискриминант 36 минус 32 тең 4-ге а1. 6 минус 2 бөлінген 2. 4, 2, бұл екеуі де плюстан шықты, енді жерге кеп қояды екен. 2-ның x дәрежесі тең 4-ге. X тең қаншаға? 2-ге сырастап осылайық. 2-ның x дәрежесі тең 2, x тең 1-ге. Тоже сырастаптық. Болды міне 2 ответ. 2 және 1 деген. Есептің жауаптары осы. Вообще тез-ақ шыға салды міне. Келесі есепте не істейміз? Қарасаңдар. Так, 4 көбейтілген 3-ның x дәрежесі минус 45 тең 0-ге. Мына жерде то же самое. Қараңдар, 3x тұр, 9x тұр. Демек, айнымалы енгіздік дейміз. А квадрат минус 4а. Туф, неме жазбай қалды қайттан. Сонымен айнымалы енгіздік, 3x деп тұр, 9x деп тұр. Айнымалы енгіздік. Үйреніп қалдық дейді, солай. Опыт қойынды. А квадрат минус 4а минус 45 тең 0. Дискриминант 16 плюс 45-ке 4-ті көбейтеміз қанша? 160, 180. Сонымен 196 шықты бізде.
Енді А1 мен 2 4 плюс минус 14 бөлінген 2. Біріншісі менде 9 шығады. Екіншісі менде минус 10 бөлінген минус 5 шығып кетеді. Так, дұрыс есептедік па? Жалпыс, дұрыс, минус 8, то есть. Или нет, минус 5. Ладно, короче, минус қойып жерде керек емес бізге. Бізге главный мына саны плюс сан. Біз нені алдық бағана? 3х тең А деп алдық, демек А-ның орнына кеп 9-ды қоямын. И сонымен x тең жерде 2 деп сыраста болсақ болады. Есептің жауабы осы. Минусты алмай қойсыңдар даже. Қанша шығып 5 керек емес даже. Енді істейміз. Так. Енді кеттік есепке. Сонымен мына үш есеп осындай типтегі есептерге шығардық. Түсінікті, функция келсе, тура сол функцияның квадраты келсе, осылай шығарыңдар. Факториалмен шығару оңайырақ дейді. Не думаю олай. Факториалмен намного басқа тұрады. Факториал символик келмейді никак. Кстати, тесті келсе матсауытлықтағына келеді. Факториал еще әлі бастарын қатырады сіздердің. Кейін универге барған кезде. Теория вероятности деген сабақ болады, и математическая статистика деген қателеспесем. Вот, сол кезде прям ең қиын математика сол болған шығар маған кезінде. Так, мына есеп әртүрлі қосылған есептер. Әртүрлі типтағы есептер. Видите, мына жерде негіздер ұқсамайды. Біреу 3, біреу 5 деп тұр. Давайте 3-терді бір жаққа, 5-терді бір жаққа жинайық. Мына 3-ті бері қарай алып келейін, мына 5-ті былай қарай апара салайын, сонда 7 көбейтілген 3-тің x плюс 1 дәрежесі, мына 3 бері қарай келсін, x плюс 4 деп. Мына 5 былай қарай барсын, 5-тің x плюс 2 деп, плюспен бірақ. Яқта минус 5 x плюс 3 деген орында тұр, ешқайда кеткен жоқ. Енді істейміз, енді давайте жіктейік. 7 көбейтілген 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3 қойымнан жіктесек, минус 3-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі тең 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің квадраты. Минус 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің кубы. Енді істейміз. Енді давайте сол жақтан 3-тің x дәрежесін жақсан сыртына шығарайын. Оң жақтан 5-тің x дәрежесін жақсан сыртына шығарайын. Қалады сонда 7 көбейтілген 3 минус 3-тің 4 дәрежесі, то есть 81. 5-тің x дәрежесі жақсан сыртына шықса 5-тің квадраты 25 минус 5-тің кубы 125 қалады екен. Енді давайте есептейік. 7-ге 3-ті көбейтсек 21, 21-ден 81-ді азайтсаңдар минус 60. Мына жақта 25-тен 125 азайтсаңдар минус 100 шығады екен. Енді осылай санға, көрсеткіштік функцияға сан көбейтіліп тұрса, оң жақта көрсеткіштік функцияға тоже сан көбейтіліп тұрса, x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Давайте 5-ті былай қарай бөлем, минус 60-ты былай қарай бөлейін. Сонда 3 бөлінген 5-тің x дәрежеде общий жазылсылайық. Мына жақта минус 100 бөлінген минус 60, мен минус пен минус бізде плюс болып кетеді. 100 бөлінген 60. Нөлдерін қысқартайық. Сонымен 10 бөлінген 6 қалды. 10 бөлінген 6-ны қысқартсақ, 2-ке бізде 5 бөлінген 3 қалады. Қазір бізде былай тұр. 3 бөлінген 5-тің x дәрежесі тең 5 бөлінген 3 деп. Не істейміз енді қысқарту үшін? Мына 5 бөлінген 3-ті орындарына ауыстырайық. 3 бөлінген 5 деп наоборот жазайық. Алымын бөліміне, бөлімін алымына. Олай жазу үшін, конечно, минус 1 дәреже деп жазу керек. И все, енді қараңдар, 3 бөлінген 5, 3 бөлінген 5. Бірдей. Қысқартасақ болады. X тең минус 1. Есептің жауабы осы. Қараңдар, сонымен бізде теңдеулер бітті. Максималь бүкіл түрлерін көрсеттім негізінерге. Тестта келіп қалуы мүмкін. Но тоже редко келеді, бірақ шығару бөлу керек. Енді қазір теңдеулер жүйесін қарастырамыз, потом теңсіздіктерді қарастырамыз. Түсіндік па сонымен теңдеулерді? Так, мамандығыңыз мұғалім дейді? Жоқ. Программист менде информатика. Компьютер сайенс. IT-ға түсетін болсаңдар, потом басқа универдерді білмеймін. IT-ға түсетін болсаңдар, программистқа именно. Там ИС болсын, ВТИП болсын, хотя қазір бір мамандық қой бәрі. Примерно 4-ші курсқа дейін математикадан вообще құтылмайсыңдар. Каждый семестр бір математика болады, обязательно. То есть матанализ болады 1-ші курста, матанализ 2 болады, дискретная математика болады, аналитическая геометрия болады, численные методы болады, тағы не бар. Бағана айтқандай теория вероятности бар.
матстатистика бар, тағы бірдеңелер бар, ұмытып қалдым. Әйтеуір матем жетеді просто. Каждый семестр өтесіңдер просто. МКМ-ға түссеңдер, математический компьютерное моделирование деген мамандық. Онда вообще математика көп болады. Неше балмен түсуге болады дейді. Қазір кірсін білмеймін мен нақты. 100-ден ассаңдар неге түсесіңдер. Мен кезінде 87-мен түскем. 87 деген ол кезде енді 100 балдан ғой. Желание ашып кетті ғой деймін. Енді тапсырасыңдар енді бірдеңке қылып по-любому. Әйтеуір бәрі тапсырып жатады ғой. Соңғы күні нетсе де түсінсе де есепті. Инженердің аты дейді, білмеймін оны нақты. Программистсіз ба дейді. Білем былай базовый, бірақ қазір оған тереңдетіп үйренбегем дальше мен. Қызық емес болғанда соң. Қазір IT-да ВТИПО, ИС деген информатика деген бұрынғыдай мамандық жоқ. Бәрін бір мамандық пыстаған. Информационный технология деген. Бәрін бір мамандыққа түсесіңдер бәрібір. Қателеспесем сондай. Неге 100-125 емес па дейді. Орыс тілін алып тастайды ол кезінде. То есть 125 общий, но орыс тілдің барлығын алып тастайсыңдар. Сонда 100 қалады. Сол 100-ден 87 болған и сонымен түскен кезінде. Так, все кетті келесі. Енді қазір теңдеулер жүйесін қарастырайық. 2-ның x дәрежесі көбейтілген 3-дің y дәрежесі тең 12. 2-ның y дәрежесі көбейтілген 3-дің x дәрежесі тең 18 жүйе. Енді істейміз, қараңдар. Жерде 2-ның x дәрежесін вообще көрсеткішті функцияларды шығару жолы бірдей. Программистқа түсіп мұғалім болып жүресіңдер де шықты. Мұғалім емеспін ғой негізінде мен. Просто как бы өз проектімді жұмыс істеп жүрмін. Типа өз компаниямда деген сияқты. И скорее жазда матем басқа мұғалім алатын шығармын мен. Потому что уже 4 жылдан асты надоел шығып кетті негізінен. Қайта-қайта уақыт жетпей жатыр менде басқа проекттерге. Так, не істейміз? Қараңдар, көрсеткіштік функция болсын, любой тақырып болсын, жүйенің принципі всегда бірдей. Айттық қалдың сауқта, я? Бірінші немесе екінші теңдеуден бір какой-то өрнекті өрнектеп алу керек, затты. Потом біріншісіне өрнектесе екіншісіне өрнектесек, біріншісіне апарып қою керек, я? Енді қараңдар, мына есепте, конечно, вариант тұрса бұлай қоя салған лучше всего. Бұлай шығарсақ, мысалы, үстінен 2-ның x дәрежесін өрнектеп алсам, астында еш жерге қоя алмаймын, көрдік қой, астында 2-ның x дәрежесі деген жоқ бізде. Еш жерге қоя алмаймын. 3-дің y дәрежесін тапсам, то же самое, қоя алмаймын еш жерге. Астында то же самое. Қайсыны өрнектесек те қоюға келмейді екен. Енді істейміз, енді давайте бүйтейік. Бізде жүйеде жүйенің теңдеулерін бір-біріне қосып, азайтып, бөліп, көбейте берсеңдер болады. Түсініп қой. Так что мына екі теңдеуді мен бір-біріне бөлейін бұлай. Бөлген кезде давайте x-қа x-ті, y-қа y-ті бөлейін. То есть 2-ның x дәрежесіне бөлейін 3-дің x дәрежесін. Көбейтілген 3-дің y дәрежесіне бөлінеді 2-ның y дәрежесі тең 12 бөлінген 18. Осылай бір-біріне бөліп жердің. Енді сен давайте жақшан сыртынан шығарайық. 2 бөлінген 3-дің x дәрежесі көбейтілген 3 бөлінген так 2-ның y дәрежесі тең. Мына екеуін қысқартсақ, қаншаға? 6-ға қысқартсақ 2 бөлінген 3 болады екен. И қараңдар, бәрі 2 бөлінген 3-ке келді, тек қана мынау 3 бөлінген 2 деп тұр. Давайте орнын ауыстырып жазайық. 3 бөлінген 2-дің y дәрежесі емес, 2 бөлінген 3-дің не болады? Минус y дәрежесі болады. Тең 2 бөлінген 3. Енді істеймін. Енді мына екеуін бір-біріне көбейтсем не істейді? Дәрежелер бір-біріне қосылады. 2 бөлінген 3, x минус y болып қалады. Тең 2 бөлінген 3. Енді не істейді? Енді алата екеуі бірдей қысқарады бізде. Қысқарады x минус y тең 1 қалады. То есть осының бәрі не үшін істедік? Жаңағы бөліп, бәйтіп бүйт деген сияқты. Просто x пен y-ті өрнектеп алу үшін істеді осының бәрін. X пен y таба алмаймыз қазір сразу. Просто x пен y-тің біреуін өрнектеп алу үшін. Біздің главный задачамыз жүйеде сол ғой, бірдеңкені өрнектеп алу керек. Вот, наконец, енді x пен y-тің любойын өрнектесек болады. Y-ті давайте ары қарай жіберейін. Y плюс 1 болып барады. Ол x өрнектедік. Енді барып та любой x-тің орнына келіп қоясам болады осының бәрін. Либо мына жерге, либо мына жерге. Давайте бірінші теңдеуді істетейік. 2-ның дәрежесін x дәреже деп тұр ғой. X-тің мынаған теңдейді, осыны қоямын. Y плюс 1 дәрежесі.
көбейтілген 3-тің y дәрежесі тең 12. Енді давайте мынаны жіктейік. 2-нің y дәрежесі көбейтілген 2, көбейтілген 3-тің y дәрежесі тең 12. Енді помните, мінеке бір-біріне көбейтіледі. Айнымалылар бірдей ғой дәрежесіндегі. Көбейте салсақ, 6-ның y дәрежесін береді. Мына 2 былай қарай барып бөлінеді да 6-на береді. Сонымен мына былай қысқарады да, немесе сразу табысыңдар болады, y тең 1 деп. Y-тің мәнін таптық, жерге келіп қойсам, x тең 2. Сонымен 2 және 1 есептің бізде жауабы. Так, ең нұсқасында тұр екен. Конечно, бұл жерде вариант алдай саған самый лучший вариант негізінен. Бірақ шарп кішкене білгендер тоже дұрыс. Тағы тема бар ма дейді. Қандай тема? Көрсеткіштік функция біздің тема бүгінгі. Кетіп келесі. 3-нің x дәрежесі көбейтілген, қосылған 2-нің y дәрежесі тең 5-ке. 3-нің x дәрежесі минус 1 тең 3-тің y дәрежесі минус 2 дейді. Ой, y дәрежесі 3y просто. Жүйе. Енді қараңдар. Мына жерде уже біріншісінен өрнектеп, екіншісіне қойылатын мүмкіндік бар екен бізде. То есть, мен мынаның үстінен, допустим, y өрнектеп алсам, жерге y-тің орнына келіп қоя аламын, иә? 3-тің x дәрежесін өрнектесем, жерге келіп тоже қоя алады екен. Бұл енді ондай бір қиын емес екен, жаңағы сияқты. То есть, басқа тұратын емес екен. Давайте 3-тің x дәрежесін осы жерден өрнектейін. 3-тің x дәрежесі тең 5 минус y болады. Вот. 5 минус y болады. Енді жерге қой керек. 3-тің x минус 1 дәрежесі деп тұр. Енді бұл жерге пока қоя алмаймыз. Неге? Өйткені 3-тің x дәрежесі емес, бұл жерде 3-тің x минус 1 дәрежесі деп тұр. Поэтому жіктеп алу керек. 3-тің x дәрежесі бөлінген 3 деп алдық дейік мынаны. Вот. Түсіндік қой, осыны осылай алдық дейік. И сонда мына 3-тің x орнына мынаны қоямыз біз. Мына мәнін. Сонда 5 минус 2y бөлінген 3 тең 3y минус 2 болады. Қойдық енді осы жерден y таба салу қиын емес. Мынаған 3-ті берем, мынаған 3-ті берем. Ортақ бөлім қойым. Так, сонымен 5 минус 2y тең 9y минус 4. 4-ті давайте сол жаққа апарайын, 2-ні былай қарай апарайын, сонда не болады? Так, 9 дейді. Ой, мына 4-сінес. 6 ғой. 6-ны былай қарай апарам, сонда 11 болады. Мынау 2y былай қарай барса 11y болады. Y тең сомен 1-ге. Y-тің мәнін таптым. Енесі мен x-тің мәнін табу үшін y-тің мәнін жерге кеп қоя салады екен. Сонда 5 минус 2y дейді, 2y менде 2 болады. 3-тің x дәрежесі тең 3-ке, x тең 1-ге. Бітті, таптық. 1 және 1. Бұл нұсқасы, иә. Есептің жауабы осы. Мына есеп қатты қиын емес болды, өйткені үстінен немесе астынан өрнектеуге болды. То есть, бұл жерде мен мысалы 3-тің x дәрежесін өрнектеп алдым, жерге кеп қоя салдым. Просто жіктеу керек, қоймас бұрын. Или бұл жерден y-ті өрнектеп алсам да, жерге y-тің орнына кеп қойсам да шығушы еді. Осындай өрнектелетін есептер оңай шығады негізінен. Келесі жүйеден. Келесі жүйе кішкене күрделі бізде, күрделіге жатады, но өрнектей алсаңдар қиындық жоқ. Сол, көрсеткіштік функциялар в основном негізі жүйелерде келеді. Былай теңдей болып жеке екенін редко көремін. Қараңдар, енді не істеуге алып бұл жерден. Допустим, ойлап көрейік. Бірінші теңдейде мен 3-тің x дәрежесін өрнектеп алсам, то есть 5 минус мынау деп. Не істеймін? Оны мен жерге кеп қою керек боламын, мына жерге кеп қою керек боламын. Бірақ қойған кезде қараңдар, дәрежесінде x та бар, y те бар, боқ болады. Мына жерде мына кеп қойсам жерге, тоже дәрежесінде x пен y бар боқ болады. Демек, екі айнымалы бар, бір теңде болса, бір теңдеде екі айнымалы болса, жауап шықпайды ешқашан. Так что не істеу керек маған? Так что лучше мынаны өрнектеп, осының орнына қою керек. Вот. Дейді, керек емес деп бұл жерде. Қиындатып. Көріп, мына жерде мынау бар екен. 2-нің x плюс 2y дәрежесі дейді. Лучше мынаны өрнектеп алсақ, 2-нің x плюс y дәрежесін плюс 1-ін қазір кетіріп. Онда есеп шығады. Давайте енді осыны өрнектейік. 2-нің x дәрежесі плюс 2y плюс 1
тең 5 минус 3х болады. То есть 3х ары қарай жібере салдым мен. Енді мына жерге қою үшін астына әкеп. Маған не керек? Мына плюс 1 деген керек емес маған. Жерде плюс 1 деген жоқ қой. Қоя алмаймын пока. Поэтому плюс 1-ден құтылу керек. Ол үшін, конечно, просто жүктей саламыз. Көбейтілген 2 деп. Тең 5 минус 3х. 2 не істеймін? 2-ні оң жаққа апарып бөле саламын. 5 минус 3х бөлінген 2. Болды. Міне мынаны өрнектеп алдық. Бірінші теңдеуден. Мына жерге апарып смело қоя берсем болады енді. 3-тің х минус 1 дәрежесі плюс 1 ма? Плюс 1 екен. Минус 5 минус 3х бөлінген 2. Тең 1-ге. Енді давайте мынаны жүктейік. 3-тің х дәрежесі көбейтілген 3 деп. Тең 1-ге не істейміз? Енді қиын емес, дальше ортақ бөлім беру керек. Мынаған 2-ден, мынаған 2-ден. 3-ке 2-ні көбейтілсе 6 болады. 6 көбейтілген 3-тің х дәрежесі минус. Мына жерде бөлшектің бөлімін тастап кетеміз ғой. Бөлшектің бөлімін тастап кеткен кезде мына минус ұжымларға әсер етеді. Минус бізде бөлшектің бөлімде тұрған минус. Ой, алдында тұрған. Сонда минус 5 плюс 3х болып кетеді. Түсіндің ғой, әсер етеді бөлшектің бөлімін кетіп қалған кезде. Тең 2. Енді дәл қиын емес. Минус 5-ті оң жаққа апарамыз. Сан ғой енді, сан оң жақта тұр бізде. Сандарды лучше оң жаққа жинап алған дұрысырақ. Тең 7. Енді 3х жақшастардан шығарам. Бағанағы есептің бір тип сияқты ғой. 6 плюс 1 қалады. 6-та 1-ді қоссаңдар 7. 7-ні былай қарай бөлсеңдер 1. 1 деген енді любой санның 0 дәрежесі деп ала берсеңдер болады. Сонымен х тең 0. Х-тің мәнін таптық. Енді не істейміз? Енді y-тің мәнін табу керек. Ол үшін бағана өрнектеп алған жерге х-тің мәнін қояйық мына жерлерге. Сонда 2-нің 0 плюс 2y дәрежесі, то есть 2y дәрежесі тең 5 минус 3-тің 0 дәрежесі, то есть 3-тің 0 дәрежесі бізде қаншаға тең? 1-ге тең, то есть 5 минус 1 деген сөз. 4 бөлінген 2. Ол бізде 2-ні береді. Сонымен қысқарады да 2y тең 1, y тең 2-ден 1. Бітті y-тің мәнін таптық. Бізде не сұраған? Бізден x y болса, екеуін қосып 2-ге көбейтіндісін тап дейді. Екеуін қосатын болсақ, 0-ге 2-ден 1-ді қоссақ, 2-ден 1, потом оны 2-ге көбейтетін болсақ, 1 шығады. Енді бұл қайралықтары кіреді бізде. Так, с-ға кіреді, d-ға кіреді, и g-ға кіреді. Вот осы аралықтарға кіреді, басқасына кірмейді. Есеп шықты. Бұл негізі күрделі түрге жатады. Күрделі дегенде былай қарап тұрсыңдар, күрделі емес, өрнектеп алу кішкене бастыға тұрады. Өрнектеп аласыңдар, просто кішкене ұзақтау шығады. 2-ден берген кезде 3х әсер етпей ма дейді. 2-ні біз мыналарға бердік қой. То есть мынаған бердік, мынаған бердік. Мынаған бермейсің. Итак, бөлшектің бөлімінде 2 тұр. y-ға қойған кезде қайталай аласыз ба дейді. То есть x-тің мәнін таптық қой мына жерде біз. Қайда кетті жаңа? Вот x-тің мәнін таптық. И мына жерде x-ның орнына қоясың болды ғой. 0-ді. x-ті просто 0 деп ойлайсың. Бітті. Сонда 2-нің y дәрежесі, мынау бізде 3-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. 5-тен 1-ді жазсаң 4, 4-те 2 бөлсең 2. 3х әсер етпейді, я көбейту дейді. Қай жерде көбейту? Так, түсінбей тұрмын. Қиын екен негізінен былай сұрақтарыма жауап берген. Сабақты ашық қалдырасыз ба дейді. Жоқ. Әсер етпейді, конечно. Бөлшектің бөлімде тұр ғой. Просто бөлшектің бөлімін тастап кеттік. 2-ні мынаған бердік. 6 болды міне мынау. Мынаған бердік. 2 болды. Мына жақта просто бөлшектің бөлімін тастап кеттік. Керек емес. Просто енді мына минус мынаған әсер етеді уже. Мынау минус 5 болады. Мынау плюс 3х болып кетеді. Кетіп келесі. 2-нің х дәрежесі плюс 3-тің y дәрежесі тең 17 дейді. 2-нің х плюс 2 дәрежесі минус 3-тің y плюс 1 дәрежесі дейді. Тең 5-ке. Жүйе. Так, мына жерден қиын емес, иә? Қараңдар, үстінен өрнектей салсам, астына апарып қоюға болады менде. 2-нің х дәрежесін өрнектедік. 17 минус 3-тің y дәрежесі. Ал анда мына жерге қою керек, иә? 2-нің х дәрежесіне. Бірақ мына жерде x плюс 2 дәреже деп тұр. Поэтому мына не деп аламын мен? Мынаны 2-нің х дәрежесі көбейтілген 2-нің квадраты немесе 4 деп аламын. Енді барып мына жерге қойсам болады.
мына мәнін 2-ның x дәрежесінің. Сонда 17 минус 3-дің y дәрежесі жақшаға аласыңдар. Міндетті түрде көбісін аласыңдар, үш жақшаны ұмытып кетесіңдер. 4 минус 3-дің y дәрежесі көбейтілген 3 тең 5-ке. Енді 4-ті жақшаны ішіне көбейтейік. 40, 68 минус. Так, бетейік. 4 көбейтілген 3-дің y дәрежесі минус, мінекей орнына ауыстырайық. 3 көбейтілген 3-дің y дәрежесі деп тең 5-ке. 68 ары қарай жіберейін. Не болады? Минус 63 болады. Потом минус 4 3y-ға, минус 3y-ді қоссаңдар, минус 7 3y болады. И потом минус 3-ті былай қарай бөлсем, 9 шығады, y тең 2 деген сөз. Все, y-дің мәнін таптым, x-дің мәнін табу үшін жерге кеп қоямын. 2-ның x дәрежесі тең 17 минус 3y дейді. 3-дің y деген сөз, 3-дің квадрат деген сөз. Демек 9. Азайтсақ 8, x тең бұл жерде бізде 3-ке. Бітті, x пен y-дің мәнін таптық. 3 және 2. Бұма SDG ма дейді? Не, SDG шықты бізде. Сонда жерде 3 пен 2 шықты. Қиын емес екен, үстінен өрнектеп алып, астына апарып қоя салдық просто. Кетіп келесі. 5-дің x дәрежесі минус. Әділет сен тыңдашы, пожалуйста, есепті қайта. Хорошо? Немесе сұрағың болса, сразу қой. Қайта-қайта есеп біткенін күтпей, потом қайталаңыз, пожалуйста, деп қайта-қайта. Түсінбей қалсаң, сразу қоямын. Бірінші сұрақты айттым ғой. Сразу қоямыз на месте сұрақты. Минус 7 жүйе. Қарадым, бұл жерден тоже оп-оңай. Үстінен өрнектесек, бұл жерге кеп қоясақ болады. 5-дің x дәрежесін, либо 4-дің y дәрежесін. Но вообще оп-оңай екен. Даже жіктеп керек емес. Біріншіден өрнектейтін болсақ, не істейміз? 4-дің y дәрежесін ары қарай жібере салам просто. 9 қосылған 4-дің y дәрежесі деп. И 5x осыған тең дедік, демек, мына 5x-ің орнына апарып қойсақ болады. Енді көбейтіп тұрған ешқандай заты жоқ, поэтому жақша алмай қойсақ болады. Тең минус 7. Енді 9 ары қарай жіберейін, сонда 4-дің y дәрежесі минус 2 4-дің y дәрежесі тең, так, мына былай қараса, минус 16. Енді қараңдар, 4y-ден минус 2 4y азайтсаңдар, минус 4y қалады. Қараңдар, бұл түсінбей қалсаңдар былай ғой, x минус x деген сөз ғой негізі. X минус 2x деген, то есть. X-тан 2x азайтсаңдар қанша? Минус x қалады. Сол сияқты жер. 4y-ден 2 4y азайтсаңдар, минус 4y қалады. Сонымен екеуін давайте минус 1-ге көйіп жүрейік. 16 y тең 2, 2 шықты. Енді x-тің мәнін табу үшін басында өрнектелген жерге қоямыз, всегда. Жерге. Қоятын болсақ, 9 плюс 4y дейді, то есть 9 қосылған 16 тең 25. X тең бұл жерде, конечно, тоже 2-ке тең екен. 2 және 2, дұрыс. Сонымен есептің жауабы осы. 2 және 2. Мен не қылдым дейді. Так, басын айттым. Сұрамаймыз, қанша есеп қалды, қанша уақыт қалды деп. Мен білмеймін оны. Түсіндік қой. Білсем, жауап беруші едім. Сонымен теңдеулер жүйесі бізде бітті. В основном осылай шығарасыңдар. То есть, өрнектеп алу керек. Өрнектесеңдер уже жарты жұмыс бітті деген сөз негізінен. Көп есептерді просто шатастырып береді, көрсеткіштік функцияның. Кішкене өрнектеуді қиындатып. Вот өрнектеп алсаңдар, болды, дальше уже оңай. Бұлай примерларын көрдіңдер. Келесі теңсіздіктер бізде. Қараңдар. Вот часто келетін заттардың бірі көрсеткіштік функцияда теңдеулер жүйесі жаңағы и теңсіздіктер де келеді көп жағдайда. Теңсіздіктер шығарған кезде бізде тура теңдеулерді сияқты шығарасыңдар. Принцип топшы. Тек қана бір нюансы бар бізде. Қараңдар, мынандай. Егер А-ның x дәрежесі ғой. Егер А бізде 0 мен 1-дің арасына жататын сан болса, қысқартқан кезде болады. Именно қысқартқан кезде 0 мен 1-дің арасына жататын болса, онда таңба ауысады. Үлкен кішіге, кіші наоборот үлкенге. Түсіндік қой? Мысалы, бірінші примерді қарастырайық. 2-ден 1-дің 3x плюс 2 дәрежесі үлкен 8-ден. Так, енді
8-ді давайте 2-ден 1-ге келтірейік. 8 деген 2-ден 1-дің неше дәрежесі? 8 деген 2-ден 1-дің минус 3 дәрежесі. То есть 2-ден 1-дің кубы 8-ден 1, минус 3 дәрежесі бізде 8. Енді қысқартам екеуі бірдей. Қысқарттым. Қысқартқан кезде қандай түрде тұр? 2-ден 1 деген түрде тұр. 2-ден 1 бізде 0,5. 0,5. То есть 0 мен 1-дің арасында жататын сан. 0 мен 1-дің арасында жататын сан. Демек, таңба ауысады. Кіші минус 3-ке деп. Вот. Ауысып көрдік қой. Қысқартқан кезде 0 мен 1-дің арасында жататын болса, ауысады таңба. 2-ні ары қарай жіберем. Минус 5. X кіші минус 5 бөлінген 3-тен. Есептің жауабы вот. Осы. Неге ауысады деген сұрақтар қоймаңдаршы, пожалуйста. Просто ауысады деп түсіну керек, все. Бағана айттық қой басында. 0 мен 1-дің арасында жататын болса, негізінен кемейді функция. То есть сондай заттар бар. Ол зачем сендерге біліп? Просто солай түсіндер. Енді қараңдар. Былай алсақ, шын есеп. Тура осы есепті былай алайық. 2-ден 1-дің 3x плюс 2 дәрежесі үлкен 8-ден деп тұр. 8-ден деп тұр. Енді давайте мынаны былай алып көрсекші. 2-ның минус 1 дәрежесі дейік. 2-ден 1-ді минус 3x минус 2 болады ғой. 2-ның минус 1 дәрежесі деп алсақ. Өйткені 0-ден кіші емес. Өйткені негізі 0 мен 1-дің арасында жататын сан. Так, енді былай алсақ, то есть 2-ден 1-ді мен 2-ның минус 1 дәрежесі деп алдым. Дәрежесіне көбейтеді минус 1. 8-ді 2-ның кубы деп аламын. Енді қысқартқан кезде қараңдар. Қысқартқан кезде негізі қандай сан болып тұр? 2 болып тұр. Енді 0 мен 1-дің арасында жататын сан емес. Поэтому ештеңке таңбаны ауыстырып керек емес. Минус x минус 2 үлкен 3-тен. Давайте минус x-ті былай қарай, 3-ті бері қарай жіберейін. Сонда минус 5 үлкен 3x-тан x кіші минус 5 бөлінген 3-тен. Яғни қалай шарсанда бір сан шығады, бір зат шығады, то есть. Түсіндік қой. Главный осы затты ұмытпаймыз. Қысқартқан кезде именно қандай сан болып тұрғанын қарайсыңдар. Вот, то есть мына негізі 0 мен 1-дің арасында жататын болса, қысқартқан кезде 0 мен 1-дің арасында жатқан сан болса, онда таңбаны ауыстырасыңдар. Бәтті. Логарифмді да сондай ғой дейді. Логарифм көрсеткіштік функцияның бізде кері функциясы, поэтому сондай. Только көрсеткіштік функцияда, конечно. Сондықтан мына именно қысқартқан кезде есепте көре сап сразу таңбаны ауыстырып тастамаңдар. Именно солай қысқартатын болсаңдар ғана жетесіңдер. Мысалы келесі есеп қараңдар. 3-тен 1 5 минус x кіші емес тең 81-ден. Допустим, мынаны былай алайық. 3-тен 1-ді мен 3-тің минус 1 дәрежесі деп алайын. И минус 5 плюс 3x болады. Кіші немесе тең 3-тің 4 дәрежесінен. То есть, минус 1-ге көйттім. Енді қысқартам. Қысқартқан кезде 3 деп тұр. Таңба ауыспайды. Түсінді қой? 3 деп тұр, потому что. Сендерге мектепте скорее қате түсіндіреді. То есть, егер 0 мен 1-дің арасында жатса, таңбаны ауысады деп. Нет. Қысқартқан кезде ғана көп сөйлейді. 0 мен 1-дің арасында есептің берілгенде 3-тен 1 деп тұр екен, мен орын ауыстырайын деп. Нет. Именно қысқартқан кезде 0 мен 1-дің арасында жататын болса, онда ауысады. Ондай сан болмаса, ауыспайды. Бұл жерде ауыстырмадық, допустим. Енді 5-ті былай қарай жіберейін. 3x кіші емес тең 9-дан, x кіші емес тең 3-тен. Бітті. Минус x-тіктен 3-ке дейін есептің жауабы. Так, келесі есеп. 2-ның x дәрежесі кіші 2-ден 1-ден дейді. 2-ден 1 деген 2-ның минус 1 дәрежесі. Қысқартамыз. X кіші минус 1-ден өте оңай есеп енді бұл. Бітті. Минус x-тіктен минус 1 таңба ауыспайды. Келесі есеп не істейміз қараңдар. 9-ның x дәрежесі минус 2 көбейтілген 3-тің x дәрежесі. Кіші немесе тең 3-тен. Функция тұр. Тура сол функцияның квадраты. Всегда теңдеу болсын, теңсіздік болсын, айнымалы енгізу керек. А квадрат минус 2. 3-ті бері қарай алып келейік. 3 кіші немесе тең 0-ден. Енді екінші алгоритмға келеді. А1-іміз минус 1, А2-ім 3. Енді қараңдар. Теңсіздіктерде, любой тақырыпта бұл, не только көрсетеді. Теңсіздіктерде айнымалы енгізесіңдер ғой. Сол кезде қайттан орнына қоймай тұрып, бірінші сызып алу керек, обязательно. То есть, минус 1, 3 деп сызып аласыңдар. Плюс, минус, плюс дейсіңдер. Таңба қарайсыңдар. Ең соңғы кіші деп тұр. Минус шамба дейсіңдер. Енді осы аралықты сендер А түрінде жазу керексіңдер. Мына аралықты қалай жазасыңдар? А бізде үлкен немесе тең. Минус 1-ден, бірақ кіші 3-тен. Жүйе. То есть, осы аралықты былай жазады екенбіз. Минус 1-ден үлкен, бірақ 3-тен кіші. Түсіндік қой? Осылай жазып алу керек. Жүйе дейсіңдер. Обязательно минус жағын боясыңдар.
Енді барып аның орнына мәнін қоясыздар. Енді ғана. 3-дің x дәрежесі үлкен емес тең минус 1-ден, 3-дің x дәрежесі кіші емес тең 3-тен жүйе. Так, біріншісін шығарсақ, біріншісін шығармай қойсақ болады. Өйткені 3-дің любой дәрежесі бізде минус саннан үлкен болады. Қандай дәреже берсең де минус саннан үлкен болады. Поэтому мұнікі минус x-тен плюс x дейміз де. Мынаны ғана шығарсақ болды екен. Енді бұл жерде қиын емес. Мынау мынау қысқарады да. X кіші емес тең 1-ден деп қалады. Сонымен минус x-тен 1-ге дейін бізде есептің жауабы. Есеп шықты вот. Кетіп келесім. 1 бөлінген 49 минус бөлінген 2 кіші емес тең 7-тен. Енді бұл жерге 7-ге келтіріп алу керек. 7-ның минус 2 дәрежесі 49-дан 1 деген. Минус 2 бөлінген 2 кіші емес тең 7-тен. Ішкі дәрежеміз сыртқы дәреже бір-біріне көбейтіледі. 2 мен минус 2-ні көбейтсек, то есть минус 2 мен минус 2-ні көбейтсек, 7-дің x дәрежесі қалады. Көрдік қой, минус пен минус плюс болады. Енді мұны тоже оп-оңай, x кіші емес тең 1-ден деп қалады. Көбісі осындай әтет шығып жатыр, минус x-тен 1-ге дейін деген. Есеп шықты. Дальше. 9-дің x плюс 2 дәрежесі плюс 3 кіші 4 көбейтілген 3-дің x плюс 2 дәрежесі. Көріп тұрған функция тұр. Тура сол функцияның квадраты тұр. Айнымалы енгіземіз. А квадрат. Мынаны бері қарай алып келсем минус 4 плюс 3 кіші 0-ден. Бірінші алгоритм бойынша А1-іміз 1-ге тең, А2-міз 3-ге тең. Сызамыз 1 боялмайды екен 3 плюс минус плюс таңба ең соңғысы кіші деп тұр. Минус жағын боямыз. Енді мына аралықты қалай жазушы еді жаңа ғана көрсеттім. А бізде үлкен 1-ден, но в то же время бірақ 3-тен кіші, я? Амыз. Жүйе. Енді барып, наконец қоямыз аның орнына мәнін. 3-дің x плюс 2 дәрежесі үлкен 1-ден, 3-дің x плюс 2 дәрежесі кіші 3-тен. Жүйе. Енді істейміз. Енді шығарамыз. Біріншісін шығарсақ. Үлкен 1-ден деген 1-ді любой санын 0 дәрежесі боламыз. 3 пен 3 қысқарады. X плюс 2 үлкен 0-ден, x үлкен минус 2-ден. Бірінші ответ шықты. Мынаны қысқартамыз. X плюс 2 кіші 1-ден, x кіші минус 1-ден. Все, таптық. Минус 2-ден үлкен, минус 1-ден кіші деген, қиылыстырсаңдар, ясный дела, минус 2-ден үлкен, минус 1-ден кіші деген, минус 2-ден минус 1-ге дейін деген сөз. 4А деген не? 4 көбейткен 3x плюс 2. Жоқ болмайды. Так, сонымен ответ минус 2-ден минус 1-ге дейін екен. Мына негізінен қиылыстырасыңдар. Енді екеуі қарама қарсылаңбай болғаннан кейін қиылыстыра салу қиын емес. Минус 2-ден минус 1-ге дейін. Қарап тұрсаңдар, ешқандай разницасы жоқ негізінен теңдеулермен. Просто сызып, аралық сызу ғана бұл жерде. Келесі. 2 соңғы есеп бейнет. Соңғы есеп шығар. 5-дің x квадрат минус 4 дәрежесі бөлінген x минус 1. Кіші 1-ден дейді. 1-ден дегенді не істейміз? 5-дің 0 дәрежесі деп аламыз. Қысқартамыз. 25-ші есепке берген екен, но оп-оңай есебі. Жерде даже көрсеткіштік функция қатысы жоқ есеп почти негізінен. Басына просто қысқарта салу ғой. Кіші 1-ден. Так, не істейміз? Помните, бірінші анықталуысын тау керек. Бұл бізде бөлшек рационал теңсіздік. X тең емес 1-ге. Так, потом не істейсіңдер? Пропорция жасай берсеңдер болады. Главный вот анықталуысын табуды ұмытпаңдар. Там қорықпаңдар пропорция жасауға. X минус 1, потом бері қарай алып келем. X квадрат минус x и плюс 1 деп келсем, бізде плюс i минус не болады? 3 болады. Не болды? Там қате кетті бәне. Ой, нөл ғой жерде. Жерде 0 деп жаздым, жерге 1 деп жазып қойыппын. Так, ну все, 0 болса вообще табу оңай, x тең емес 1-ге, енді мына жерден x квадрат минус 4 кіші 0-ден, x квадрат кіші 4-ден, x кіші плюс минус 2 деген. Енді ешқандай сан қайталанбайды, көріп тұрық. Бұл жерде минус 2 шықты бізде, 1 шықты, 2 шықты, ешқайсысы қайталанбайды. Поэтому смело плюс, минус, плюс, минус. Ең соңғы таңба деп тұр, минус жағын боямыз.
Так, сонымен аралықтар қайсысы бізде? Шешім болатын аралықтарды көрсетіңіз дейді. Минус x-тіктен минус 2-ге дейін, c, потом 1-ден 2-ге дейін. F. Есептің жауабы вот осы. Негізінен көрсеткішке вообще қатысы жоқ. Ол негізінен тоже 7-нің x минус 5 дәрежесі бөлінген 2 үлкен немесе тең 7 түбірас 7 дейді. То есть 7 көбейтілген 7-нің 2-ден 1 дәрежесі. Бұл жерде 3 бөлінген 2-нің 2x минус 3 дәрежесі үлкен 3/8-ден 3 дейді. 3/8-ден 3 деген бізде араласты жай бөлшек айналырсыңдар 8-ден 27. Вот. Енді давайте бүйтейік. Мына екі жетіні көбейтейін бір-біріне. Көбейтсем менде дәрежелер қосады. 1 қосылған 2-ден 1 дейді да. 3 бөлінген 2 шығады. Дәрежелер қосылып. Мына жақта 27 бөлінген 8 деген бізде 3 бөлінген 2-нің несі? Кубы, иә? Көрініп тұр. Жүйе. Енді аламызда бәрін сразу қысқартамын мен былай. Сонымен x минус 5 бөлінген 2 үлкен немесе тең 3 бөлінген 2-ден 2x минус 3 үлкен 3-тен жүйе. Шарайын жеке-жеке. Біріншісін шығарсақ. Енді екеуінің де бөлшектің бөлімі 2 тұр, қысқарта салайық. Керек емес. x минус 5 үлкен емес тең 3-тен x үлкен емес тең 8-ден таптық. Мынаданша 2x үлкен 6-тан x үлкен 3-тен. Енді екеуін қиылыстыратын болсаңдар, біреу айтады 3-тен үлкен дейді. Біреу айтады боялған 8-ден үлкен дейді. Демек, общий ответ бізде 8-ден плюс x-ке дейін. Есептің жауабы осы. Ну, то есть 27 бөлінген 8-ді 3 бөлінген 2-нің кубы деп ала салдық. Логично ғой просто. Или мынаны айтасың ба 7-нікі. То есть жерге енді 7 көбейтілген түбірас 7 деп тұр ғой. Түбірасы деген бізде 2-ден 1 дәрежені береді. Демек 7 көбейтілген 7-дің 2-ден 1 дәрежесі. Көбейткен кезде не істейді? Дәрежелер қосады. 1 плюс 2-ден 1 болады. Сонымен осыдан 3 бөлінген 2 шығады бізде. Кеттік келесі. 8-дің x минус 3 дәрежесі кіші 8-ден. Ну, тоже негізінен почти көрсеткіште қатысы жоқ есептер. Қысқарта салып жерде де қана. Кіші 625 дейді. 625 деген бізде 5-тің 4 дәрежесі. Жүйе. Қысқарат. Так, сонымен не қалды? Модуль x. Бізде қалай? Модуль x минус 3 кіші 1-ден қалды. 2x минус 2 кіші 4-ден қалды. Жүйе. Енді модуль білеміз, ә? Бізде 2 теңсіздікке айналып кетеді. x минус 3 кіші 1-ден, x минус 3 үлкен минус 1-ден деп. Потом 2x минус 2 кіші 4-ден. Жүйе. Жеке-жеке шығарайық. Біріншісі x кіші 4-ті береді. Екіншісі x үлкен 2-ні береді. Мынау бізде 2x кіші 6-тан x кіші 3-тен береді. Вот үшеуінің ответ шықты. Демек 3 сан ойсы бізде. Біріншісіне дейді. Біріншісі 4-тен кіші дейді былай қарай. Екіншісі айтады 2-ден үлкен дейді былай қарай. Үшіншісі айтады 3-тен кіші дейді. 3 былай қарай тұрады. Сонымен шерет қиылысқан жер бізде 2-ден 3-ке дейін. 2-ден 3-ке дейін. Есептің жауап. Так, Б нұсқасы бітті. Келесі. Түбірасты 5x минус 1. Теңдер жүйелері часто келеді прям. Жүйе. Помните, жүйеге түбірдің анықталу облысы бізде кіреді. Ұмытпаймыз. 5x минус 1 үлкен емес тең 0-ден. Енді 3 теңсіздігі бар жүйе шықты. Біріншісін шығарсақ. 2 жағын квадраттаймын. 5x минус 1 кіші емес тең 4-ден болады. 5x кіші емес тең 5-тен, x кіші емес тең 1-ден. Біріншісінің ответ шықты. Екіншісі шығарайын, көрсеткіштік теңсіздік. 2-нің x дәрежесі бөлінген 2 деп сразу жіктейік, 2-нің x дәрежесі минус 1 деп тұр ғой. X минус 1 деп. Минус 3 көбейтілген 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2 дейді. То есть 2-нің x плюс 2 дәрежесі дейді. Сондай 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің квадраты немесе сразу 4 деп жазайық. Үлкен емес тең минус 23-тен.
Енді 2-ні x дәрежесін жақсын сыртына шығарам. 2-ден 1 минус 3 көбейтілген 4 қалады. Сразу көбейтсеңдер 12. Минус 23. 2-ні x дәрежесі көбейтілген. Ортақ бөлім берсеңдер 2 деп. Минус 23 бөлінген 2 шығады. Үлкен еместен минус 23. Енді қараңдар, мына затты білетін шығарсыңдар, иә? X жақтан оң жаққа қарай минусты бөлген кезде не істейді? Таңба ауысады. То есть, кіші немесе тең, мына жаққа барып не істейді? 2 бөлінген минус 23 деп көбейтеді. Сонымен мына қысқарады, 2 қалады. Мынандай зат бар, минус 2x кіші немесе тең 4 десе, минусты оң жаққа бөлген кезде x жақтан таңба ауысады. Оны 5-ші класста өткен зат минус 2. Ұмытпаймыз осы. Поэтому таңба ауысып кетті бұл жерде бізде. X жақтан мына минус 23 бөлінген 2-ні оң жаққа барып бөлдік. Таңба ауысты, қайттан айтам. Сонда 2 қалды оң жақта, x кіші немесе тең 1 деп қалды. Екіншінің ответін таптық. Мынаның ответін табайық. Бұл жерде енді оңай, x үлкен емес тең 5-тен 1-ден. Сонымен 3 сан ойсы болады бізде. Бірінші сәттен мынаны жазылсақ, 5-тен 1-ден үлкен дегенді. Мынау айтады 1-ден кіші дейді. Екіншісі айтады тоже 1-ден кіші дейді. Демек үш рет жазысқан жер бізде 5-тен 1-ден тек жақша 1-ге дейін. Есептің жауабы от осы. Көбісі мынандай жерлерді ұмытып кетеді былай бөлген кезде таңбаны ауыстыруды. Түсіндік қой? Минус жақтан бөлген кезде таңба ауысады. Келесі, так. Түбір асты x квадрат минус 16 үлкен минус 16-тан. X квадрат минус 16 үлкен емес тең 0-ден. Анықталу облысы. 3x квадрат үлкен 1 бөлінген 27-тен жүйе. И помните, мен алдында айттым, егер түбір қарапайым жұп түбір минус саны үлкен болса, істейміз едік. Анықталу облысын ответке ала саламыз едік. Өзін шығармаймыз едік. Демек, мына бізге керек емес. Мынаға да шығарамыз. Бұл жерден x квадрат үлкен емес тең 16-тан, x үлкен емес тең плюс минус 4-тен. Бұл жерден ше 3x квадрат үлкен не болады? 27 деген не болады? 27-тен 1 деген. 3-тің минус 3 дәрежесі. Қысқартам. X квадрат үлкен минус 3-тен. Енді мына бізде ответі не болады? Минус 3x-тен плюс x-ке дейін болады. Өйткені x-ның орнына сен қандай сан қойсаң да, оның квадраттасаң, ол кезде минус саны үлкен болады. По-любому. Любой сан қоя берсең болады деген сөз. Минус x-тен плюс x-ке дейін бұл. Любой ответ қалдай береді, любой мен қиылса береді. Мынаны тек қана сызады екенбіз, и осы есептің бізде жауабы болады екен. Минус 4, 4 плюс минус плюс таңба үлкен деп тұр. Ол есептің жауабы минус x-тен минус 4-ке дейін, тік жақша бірігу 4-тен плюс x-ке дейін. Бітті. Так, сонымен біздің бүгінгі сабақ бітті.